Жолдастар, бүгін менде қонақта Әлия Әшім, сценарист және документалист, журналист. Біз бүгін әртүрлі тақырыптарды қозғаймыз. Әлия Әшімді мен ойлаймын, сіздер көбіңіз танисыздар. Оның рилстарынан жалпы қазақ қыздарына ролевой модель кім болады? Осы туралы өте ауқымды әңгіме болады. Әртүрлі көзқарас, адамға болмақас, бостандық үшін сен сана. Әлия, қош келдіңіз. Қош көрдік. Астанадан самолет терлетіп. Күшті Алматыға келуге себеп болса, үнемі ұшып келуге дайын боламын. Тез келістіңіз ғой? Өйткені мен Алматыға. Мен ұмытып кете берем. Келістің да біз қуанып кеттік. Розаға жазамыз. Все, билет алу керек, тез. Өзіңіз жаздыңыз емес пе, иә? Қыздарым жазды. Біз жазамыз ғой. Значит, сіздің дайректке сотпайсыз ба? Мен отырамын. Өзім отырамын, бірақ ана ұсыныстармен қыздар жазады. Ұсыныстармен қыздар жазады, өйткені мен қолым тимей қалады. Екеуі алып сразу бірден ұйымдастырып, қазір осы жерде отырған бүкіл командам, түсірілім тобы, 20 шақты адам жүр осы жерде. Әсел Налбекова менің продюсерім және менің соведущаем. Бізде режиссеріміз Тамирис Кушалиева, бүкіл біздің алға жүріңдер, артқа жүріңдер, енді күліңдер, енді отырыңдар дейді. Сол одан бөлек осы бағдарламаға дайындалуға Жанерке деген қызымыз бар, астаналық қыз, тарихшы, бізге осындай материалдар дайындап, сенімен бүгін кездесуге жаңағындай тарих тақырыбына келген кезде қағаз қайда? Қағаз берсеңдер болады. Тарих тақырыбына келген кезде екеуміз кім қалай деп білмей қалмайық деп алдына дайындалдық. Сенің бүкіл подкасттарыңды қарадық. Сен өмірің туралы енді. Иә. Білеміз да. Ар жақ бер жақ. Былай енді блогыңа жазылдық, бәрін зерттедік қой, отбасыңды көрдік. Отбасын көрсетесің үнемі. Бірақ та жалпы көп бағдарламаларға барған кезде сен туралы Әлия кім? Әлия кімнің қызы деген сияқты. Қай елдің қызысың деген сияқты. Осындай ақпарат жоқ. Сүйегің кім деген сияқты сұрақтар жоқ. Қандай жерде жүрген? Сол сияқты өзің туралы өзің қалаған ақпарат айтып берсең. Қай жақтың тумасың? Қайда туып өстің? Ата-анаң, бауырларың деген сияқты. В общем, бірден келіскенім ол мен үнемі егер айтқан сөзімнің біреуге пайдасы тиіп жатса және мәні болса таратып жүруге дайынмын. Кез келген тесіктен деген сияқты. Екіншіден қай жақтың қызы болғанда Қарағандының қызымын негізі. Орталықтан Қарағандыда шет ауданы деген. Мен землячкам. Екеуі табысты. Жастары бірдей екеуі. Ну ладно. Екеуі де ақш жақсы көреді. Ақшта Өркен аға айтпақшы, сен анау мен қайта ақшта бала туу туралы бір рилстар сала берген кезде өйстіп маған екеуміз Unknown Talks'та кездесіп қалдық қой. Маған Өркен аға қарады. Сен қайта анау ақш жарнамалап жүрдің ғой деп жарнамалап жүрген жоқ деп ақш жақсы көргенде яғын құндылықта бұл. Үшін бөлек тақырып. Қарағандының қызымын, Қаракесектің қызымын. Мен білесіздер ме, бір кішкене офф-топ әңгіме. Мен ойлайтынмын, неге мен табиғатым осындай деп ше, атқа мініп алып шауып жүрген жақсы көретін да, андай бір дауысың естілгенін, үйде отырмай да бір осындай бір движ жақсы көретін. Сөйтсем, Қаракесектер кез келген рудың өзінің ұраны болады, иә, бір жаңағы алаш аттан атасын айтып шығады, иә, жаңа жауға шапқанда. Қаракесектің ұраны әйел адам болыпты. Қарқара деген әйел болған ғой. Содан айтамын, Қаракесек емессің бе? Мен Қыпшақпын. Мен де алыс кеткен жоқпын. Трайбализм бастап кеттіңіз ғой. Жоқ, мәселе ода емес, негізі ол не үшін дейсіз, ол адамның несі ғой, жаңағы ДНК-сы ғой, тарихи жады бәрібір келеді екен. Сол әке шешем, менің шешем мұғалім, әкем кәсіпкер, өмірбақи, құрылысшы, үй салады деген сияқты. Шешем мұғалім. Бізде Қарағандыда Қаракесектерді. Сіздер үлкен. Сен үлкенсің. Мен ортаншымын. Дәп ортасындамын. Так не видно. Жоқ, негізі мен үлкен қызға ұқсаймын ба? Негізі мен кішкентай қыз болып өскенмін ғой. Менен кейін 9 жыл ешкім болмаған. Ол одан кейін туған. Үшінші қызбын да. Мен кішкентай болып өте ерке, жақсы өскенмін негізі. Балалық шағым әдемі болған. Мен үлкен қыздардан сұрайсың ғой, балалық шағың қалай болған деп, олар да андай жылайды ма? Иә, мама папаңның жаңағы бірдеңелері. Тамақ істеу, жинау. Сенде андай фиолетовый, все розовый, все күшті, бәрі жақсы жаңағыдай.
қонақтан келгенде бүкіл кәмпит пен торт сенде, оларға кулинарный печенье оларды. Сондай етін деген сияқты, иә, кішкентай болып өстім негізі. Шет ауданынан. Жаңа айтып отыр едің алдында, Шет ауданы. Ақсуайұлы өзі Шет ауданының басы ғой, Максим Горький деген мектеп. Максим Горький атындағы Пешковтың атындағы мектеп. Представляете? Қазақша оқыдың ба, орысша? Негізі бұл аралас мектеп. Қазақша оқыдым, бірақ аралас қазақша орысша мектеп. Негізі қазақ тілінде оқымаған. Мен де қазақ тілінде оқыдым. Бізде аралас мектеп болатын, бірақ көбіне контент орыс тілді болғаннан кейін таза қазақша сөйлеу қиындау. Бізде енді аты ғана болды, қазақ мектебі деген. Қарағандыда, Абай атындағы сол. Қарағандыда мектеп. Жаңағы сабақта қазақша айтады, шығамыз полностью орысша. Далаға шықсаң вообще орысша. Қаланың өзі ғой, иә. Қаланың өзі емес, Тапар деген кентінен. Тапардың өзі сондай ғой негізі. Тапарды білесің ба? Иә, мен соңғы 1 жылын Қарағандыда өттім. Мен кете берейін. Суым бар ғой деп. Сөйтем ол жауап тап деп әңгімейді. Оқуға журналистикаға түстің. Иә. Документалистикаға. Жоқ. Жалпы оқуға, иә, журналистикаға түстім. Мен ақш-қа секіріп кеттім, иә. Астанаға журналистикаға түстім. Өзің қалауың бол ма, таңдауың бол ма? Иә, бұл бір әңгіме, тыңдайым десеңіздер. Менің әкем негізі кішкене, папам жамансам ренжіп қалады, папам жақсы. Бір подкастта көріп қалып ренжіп қалған, бірлет, сен мен подкастта бүкіл ауылда не атым қалдырып, ақша бермейді деп айттым деп. Сұрамасаң қалай беремін мен саған? Мен ақша сұрамайтын адамдар болады ғой. Иә. Қинамайын деп сұрамайсың ғой. Мен ішімде бермейді деп па, білмеймін, сөйтіп айтып қалған ба. Негізі береді, папам күшті. Не айтты? Журналистикаға қатысу. Папам мені международный отношения дейді ғой. Адам болу үшін жалпы сондай жаңағы дипломат боласың, я болмаса жаңағыдай юрист или экономист деген выбор қойды деген. Мен журналист болам, я болмаса сол салада жүрем деп, таңертең өзім ауылда тұрып, ұйқыдан творческий экзамен дейді ғой, соған өзім таксиға мініп кетіп қалған адаммын. Папам айтпай. Сөйтіп болды, перед фактом ғой, болды, грантқа түстім деп сөйтіп айтқан. Еще грантқа түстің? Иә, грантқа түстім. Жаңағы творческий экзаменға Астанадан өзім келіп, есімде қазір қарап отырсам, ол кезде маған бір сондай бір подвиг сияқты болып көрінбейтін, қазір бірақ өзіме рахмет айтам. Үлкен рахмет айтам, өйткені ешкім күтіп отқан жоқ. Ауылда Қарағандыдан 120 шақырым, Астанаға дейін сол кезде қанша? 300-400 шақырым ғой. Жоқ, бірінші Қарағандыға барам, сосын Қарағандыдан такси аламын да Астанаға барам, сосын Астанада бүйтім, білмейсің, ешкім білмейсің. Сөйтсем жаңағы экзамен күні өтіп кеткен ғой. Мен бір күнге кешігіп келіппін. Содан бір сестрама звондап, ол жаңағы орыс группасының экзамені болып жатыр екен, солар мен кіргізіп үйтіп түскенім бар есімде. Рахмет айтам өзіме. Бәрібір өзің тыңдау керек деген сол екен шынымен. Ал ақшқа бірден түстің ба? Жоқ, мен ақшқа түсу жалпы бұрыннан бері арманым еді. Бакалавр мен ақшқа түссем деп ойлайтынмын. 11 сыныптан кейін бакалавр ақшқа түссем деп ойлайтынмын. Өйткені біздің ауылда менің қатарлас бір қызым Әсел оқуға түсті. Болашақпен, сол кезде жаныңда жүрген қыз ғой, сол кезде ойлайсың, видите, рол модел дегеннің өте үлкен эффекті сол. Сен жаныңда жүрген қыз оқуға түскен кезде сен ойлайсың, а так можно? Сен де істей аласың деген сияқты. Ол бір көре алмау емес, ол сенмен қатар жүрген адамның бірдеңеге жеткені, сен ойлайсың, круто, мен де олай істей аламын деп. Мен сол Әсел оқуға түсті, рахмет деп үнемі Әселге айтам. Әсел деген мен ойладым, окей, мен де түсе аламын демек деп. Сөйтіп бірінші курсқа түстім, мен ойладым 1-2 ай қазір ағылшын тартып аламын да, одан кейін оқуға түсем деп ақшқа. Сөйтіп Астанаға келген бетте мен жаңағы High Time деген бір ағылшынша курс бардым, ол кезде ағылшынша ауылда қатты оқытпайды. Сөйтіп 4 ай өте интенсивті дайындалдым, IELTS-тан бір 4 алдым ба, ол кезде 3, IELTS-тан 3 алсаң өтесің ол кезде. Сөйтіп құжатымды алып барсам, сол жылы жаңағы бакалавр жауып тастады. Болашақ бакалавр жауып тастады. Бір уақыт сонда болды ғой. Иә, 2011-ге өтетін кезде мен как раз осы бірінші курс. Жоқ, 12 емес па? Жоқ, 11. Мен де подаваться еткем, жаңағы былай айтып еді ғой, Тапар кент болған соң тоже можно деді ғой, как типа
ал иә сондай сияқты мен де документтерімді барып алып бардым тоже жинадым тоже маған сөйтіп айтты болды иә бакалавр жауып біздің қатарда магистратураға түсе аласың 2011 ма 11 жыл мен есімде өйткені 10 жылы бірінші курсқа түстім мен өйткені бірінші курс анау бітті ғой декабрьден өтті ғой бірінші курстың жартысын өтті да мен тапсыруға бардым как раз өйткені мен уақытты жұмсамай бірінші курсқа жаңа неге түскім келді ақшқа сол кезде жауып тастадық деп айтты сол кезде анау көкжиектің тарлығы ма анау ауылдан шығып кішкене көзіміз қатты ашық емес па басқа выход жоқ сияқты жаңағы болашақтан басқа түсетін басқа выход жетеді да негізі мүмкіндік көп ол кезде бұндай ғаламторда түсіретін адам жоқ қазір болашақпен түсіретіндерді адамдар жетеді ғой ол кезде өзің щупать етесің ана өзің барасың болашақтың есігін қағасың саған айтады айлтс тапсыру керек анау мынау ал ол саған анау бір инопланетянин тілдері сияқты ойлайыншы саған GPA бірдеңе деп айтып жатады сен жазып көрмейсің ауылдан келгенсің саған дұрыс түсіндірмейді қазірдің өзінде оны шайнап беретін 1 миллион берсең шайнап беретін адамдар бар дайындап беретін ол кезде соған түсіретін де адам жоқ айтатын адам жоқ интернет те жоқ сен ше ауылдансың өйткені окружение ондай емес та айналаңдағы басқа балалар түсіп жүрсе сен білесің ғой басқа да жаңағы сұрайтын басқа не бар гранттар стипендиялар бар екенін түсінесің да болашақтан басқа сөйтіп мен магистратураға дейін оқыдым евразийскийда енуда 4 жыл представляете күйеуге шығып кеттім сосын бітіп болып кетті өмірім деген ба болды осымен өмір бітті күйеуге кетейін деп па күйеуге шығып кеттім болды сонымен бірге оқыдыңдар ма иә бала туып содан жолдасым тоже журналист негізі журналист бірақ мен күйеуге шығардың алдында бүйтіп айтқанмын егер сен журналист болсаң мен саған күйеуге шықпаймын деп айтқанмын неге өйткені білмеймін журналистикада ақша табатын мамандық емес деп ойладым қазір әлі де солай ойлаймын негізі сосын ойладым оны маған журналист болып жаңағы айлыққа қарап отыратын адам скорее всего керек емес сен лучше журналист болмақ қой дедім бар осы журналистикадан тапқаның мен болайын сөйтіп осы ауылдан қайт деп айттым ол да бір сонша журналист боламын деп тұрған адам емес и сөйтіп келістік та сол журналистикадан оны тапқаны мен болды мен тапқаным журналистика болды сөйтіп қайттық сөйтіп мен оқу бітірген соң күйеуге шықтым ерте үйлендіңдер иә сендер иә енді оқуды бітірсе 22-де дұрыс қой 22-де тұрмыз мен де 22-де тұрмын это не ерте нормально білмеймін бірақ қазір ерте деп айтатын едім қазір мен балам 22-ге келіп үйленемін десе мен ойбай жоқ деп айтатын нешеде балаңыз қазір 17-ге толады үйленемін десе кішкентай сияқты қазір балалар жыламай тамақ жемейді басқа ғой қазір балалар 22-де бірақ біз 22-де басқаша етінбіз негізі деп қазір ше мына апайлар қысатып бірақ солай болып қалды сосын күйеуге шықтым бала тудым бірақ анау арман адамның өлмейді ғой ішінде жатады анау бір оның барлығы неден бәрібір негізі ол тәрбиеден шығар бәрі анау іште әкеден иә әкеммен енді көбінесе адам болу керек оқу керек сен біреудің үйіне барып ыдыс жуу үшін жаралған жоқсың сен біреудің несі емессің деп кішкентайдан сондай әңгіме айтатын әкем негізі ешқашан маған сенің жаңағы отымен кіріп күлімен шық деген зат айтқан емес жаңағы сол жерде бақытты болуға жаратылғансың деген зат айтқан емес маған үнемі әкемнің айтатыны адам оқу керек адам осы жерде бір жаңағындай бір орнын табу керек деп сосын әкемнен қатты қорқатын едім қатал болды өйткені мынандай бізде карта болады глобус сөйтіп астаналар сұрау процесс басталады мамочка Мадагаскар, Антананарибу деген сияқты. Сосын ойлайсың, зачем мне это деген сияқты. Сондай бір жарыстырып ше жаңағы. Сосын көбейтуге сесін отырып 7 жерден 8 деген сияқты. 26 сондай болды, білмеймін, папам сондай. Сосын есімде бүйтіп отырғызып қояды да телевизордың алдына. Ана Ельцин кетіп жатыр, қол дір-дір етіп, естемізде ма? Путин да келіп отырғызып жатыр. Сол кезде маған отырғызып қойып, мен сол кезде нешедемін? Бір 8-демін ба, 9-дамын ба? Білмеймін, әйтеуір. Путин келген жыл. Қай жыл еді құдай ау? 90. Ельцин кеткен ба? Подожди, 2000. Құрсыншы, жазасасын, мүмкін білмеймін, әйтеуір мектеп оқимын. Сол кезде отырғызып қойып, папам түсіндіретін. Меніңше отырғызып қойып, мынау Путин деген бұл жаңағы бұрынғы НКВДшниктер бар ғой, сол жерден шыққан бірдеңеше мынау Ельцин ішіп алған ғой, мынау қол дір-дір етіп, мынау нетіп отыр, қобалжып отыр бірдеңе. В общем, сондай бір кулуарда әңгіме болып жатады, сен естіп отырасың, бір сондай вайбта өскенсің. Мен әкемнің бір фундамент құйған сияқты, вольно невольно дейді ғой. Сондықтан күйеуге тигенде деді, күйеуге балам
балам емізіп жатқан кезде де менің бар ойым жаңағы ағылшын тілінде кітаптар оқып жататынмын. Тілім өшіп қалмау үшін өшіп қалады ғой тіл деген ұмытылып кетеді. Сөйтіп әлі есімде жаңағы ол кезде Озон енді пайда болып жатқан, Ресейде ғана бар. Озоннан бір ай күтіп ағылшын тілде жаңағы кітаптар заказывать етесің. Жақын адамыңызға тәтті сыйлау бұл жақсы дәстүр. Өзіңіздің сүйіктіңізге, құрбыңызға, досыңызға тәтті сыйлау арқылы өзіңіздің ықыласыңызды, махаббатыңызды білдірсеңіз болады. Бірақ та бірінші кезекте вафл тәттілерін өзіңізге сыйлаңыз. Есіңізде болсын, 5 мамырға дейін көзқарас промокоды арқылы кез келген вафл тәттісін 10% жеңілдікпен аласыздар. Сіз ойлайсыз, мен кеше күйеуіме пранк жасадым ғой. Енеме жасағанда ол кісі талқылады. 4 баланы өсіп шашақ кеткен ғой. Ол өздері кете қойшы деп ол кісі өзі жаңағы енді біз жылжиық дейді ғой. 4 жолақ аяғым ауыр кезде. Біз енді жылжиық, мен денсаулығым кетіп баратыр деген сияқты. Лайфхак для девушек. Егер бөлек шыққыларыңыз келсе, бала көп туыңыздар. Бірақ мен көмектесті жаңағы сіз айтпақшы. Менің қайынсіңілім үйде ата-енем бар, сонысын сол қайынсіңілмен ата-енем қарады. Мен жаңағы 40 күн толғанда шығып кететін балалар. Оның бәріне өйткені мен ата-енем маған үнемі қолдады. Сендер адам болыңдар, өсіп кетіңдер, дұрыс істеңдер. Сондықтан ол кісілер балалардың бәріне қарап берді. Соңғы баланы ғана, осы 4-ші баланы ол кісілер бүйтіп кетіп қалғаннан кейін ауыртпалығын сезінген шығармын. Магистратураға неше жасында түстің? Уже неше баламен түстің? 3 бала. 2 баламен. 2 бала? Бітірген кезде 3-ші баланы тудым ғой. 2 баламен. ақшта тудым. Соңғы 2 баламды ақшта тудым мен. Әселдің арманы ол. Мен қандай страховка не бәрін айтасың. Примерно. Так, 2017, 25-те 25 жасымда ақшқа магистратураға түстім. Соң ол кезде 2 балам бар. Жоқ, 1 балам бар. Соң ортасында 1 бала тудым. Сосын бітіргенде 1 бала тудым. Просто языковой кезінде 1 балам болды. Прям магистратураға түскен кезде, түскен кезде 1 бала туылды. Сосын бітірген кезде 1 бала туылды 2 жылдан кейін. Сол болашақпен түстің ба? Иә. Только болашақпен. Жоқ, басқа да мүмкіндіктер бар. Айтып отқан нәрсе ғой, тек қана болашақ бар деген сияқты. Менде сондай болды. Білмеймін, анау стипендиясына қызыққан шығармын. Білмеймін. Солай болып қалды. Күйеуің барлығын семьяңды көмектесті, иә? Мен күйеуіме рахмет енді в этом плане. Бірақ енді мен анау жағажайда сөйлесіп алғам дейді ғой. Иә, на берегу договорились. Сөйлесіп алғам. Негізі мен күйеуге шығатын кезде айтқам, мен негізі оқуға түскім келеді. Мен түбі негізі түсем. Осындай, сен оған қарсысың ба? Қарсы болмасаң айт, қарсы болсаң мен шықпай ақ қояйын деп айттым. Негізі ашық айттым. Бірінші. Екіншісі, мен негізі тамақ істеуге өте нашар адаммын деп айттым. Максимально нетем? Честно. Негізі стараться етем істеуге, бірақ мен оны жақсы көрмеймін деп айттым. Өйткені мен жұмыс істегім келеді, осындай деп айттым. Сенің қандай нең бар? Талабың бар, иә? Ата-анаммен тұру деді. Айттым, ну окей. Деп сөйтпіз устный брачный договор болды. Ата-анаға тамақ кім істеді сонда? Мен енем істейтін үнемі тамақты да. Ол кісі маған көп көмектесті. Коммуникативные навыки на высшем уровне болып тұр ғой. Ол кісілер өте андай адам, балам үшін болса дейтін адам, осы екеу үшін болса дейтін адам да. Сондықтан ол кісілер жаңағы көріп тұр да, біз енді бірдеңеге тырмысып жатқанымызды, бір оқу нетіп жатқанымыз, жұмыс істеп жатқанымыз. Сондықтан жарайды, істей салайын, ештеңе жоқ деп сөйтіп. Мен өзімді әкем біздің үйге келеді, қонаққа менің әкемше келеді да өйстіп. Маған андай бүйтіп берші, сөйтіп берші деп қоймайды да, мені жұмсап мен айтамын. Атынан айтамын ғой, мен папам өзің істеп жүрсің. Мынаны қалай келін қылып жүрсіңдер, мынаны қалай келін қылып жүрсіңдер. Тойда да айтқан ғой, мен кішкентай қызбын ғой, тойда тұрады да бүкіл білмеймін десек, қандай әке сондай затты айтады. Енді бұл мақтап жатыр бәрі деген. Енді мен кішкентай кезімнен андай адам болғам ғой, ширақ, концерт, не концерт, андай мақтап жатыр ғой бәрі. Мен папам шықты да, тост сөйлеген кезде кухняға кірмейді, артынан жинамайды, төсегін алып келер жинайтын, кішкентайынан тамақ істеу білмейді. Мен айттым, мен сіздерге ашық айттым дейді. Мен тойлап отырмын, ойлаңызшы, андай неде ойладым, таразда деп ойладым. Прям өйстіп ашық айтты да, ерке, өте ерке. Енді қарарсыздар өздеріңіз. Ол сразу андай, я руки смываю деді. Я здесь ни при чем.
сондай болып өсті деді да қойды ғой. Мен ойладым бірақ что не айтарым, ешкімді алдаған жоқпыз деген ғой. Открыто Алдаған жоқпыз. жолдасың тарадык ма? Иә, бірақ мен күйеуімді алдаған емеспін. Ата енемді бірінші күннен алдаған емеспін. Өте жақсы келінмін де өзімде жоқ затты көрсетуге тырысқан емеспін. Үлкен бізде қателік сол. Мен көңілінен шығамын, мен бәрін қазір күшті болып көрінемін деп күніне екі рет ыстық тамақ, қандай неше тамақ, екі тамақ, пирог жасап, сосын оны да 3 ай жасайды да, 4-ші ай жасамаса анау ренжиді ғой. А сен ойлайсың, в смысле мен саған деп, а сен оны кинодағыдай тамақтар дей ма? Сонда мен әу бастан, мен оған бір мақтанып отқан жоқпын, тамақ істей алмаймын деп ше, істегім келсе істеймін да. Бірақ мәселе мен өзімді артық көрсеткен жоқпын да. Мен қандаймын сондаймын да. Сол дұрыс шығар деп ойлаймын негізі. Очки набирать не надо. Там, где тебе не дадут эти очки, в любом случае. Классный лайфхак. Енді сонсын бір зат менің енемнің айтқан сөзі маған қатты өтті. Сол кезде мен ойладым, қандай это мудрость деп ойладым. Маған бүйтіп айтты. Ешкімге негізі шеше болмайды деді. Мен саған негізі шеше бола алмаймын. Шеше бола алмаймын деген шешеңдей бола алмаймын деді. Сен маған мүмкін қызымдай бола алмайды шығарсың деді. Сондықтан бір-біріміздің сөзіміз бір-бірімізге ауыр тиетін шығар деді. Сондықтан бір-бірімізге шекара ұстағанды жақсы шығар деген сияқты қылып айтты да ол кісі. Маған осы сөз өтті. Ешкімге шеше емес, ешкімге жаңа қыз емес деп. Өйткені мен есімде менімен қатар шыққан қыздар мама деп анау бүкіл не кетіп қалды да, бір моментте шекара кетіп қалды да. Субординация кетіп қалды. Бірақ ол мамаң сияқты ұрысқан кезде сен оған мамаң сияқты қарай алмайсың. Мамаң саған бірдеңе деп ұрсады да, сен кетші мама бірдеңе дейсің да, екінші күні ұмытып кетесің ғой. Енең саған бірдеңе деп ұрсса, сен оған деп қаласың. Бір жыл ұмытпай тұрып қалады. Сондықтан ол сол затты айтқысы келді деп түсіндім мен. Менің әй тентек дегенім саған шешеңдікіндей болмайды. Сондықтан бір-бірімізге оны айтпайық деген, сол деңгейге жеткізбейік деген әңгіме болды. Біз осы күнге дейін ол деңгейге жеткен емеспіз. Мен енеммен осы күнге дейін ұрысқан емеспін енеммен. Күшті. Айқайласып, пердеміз үзіліп, кухняда тарсылдатып, есік тарсылдатып, сондай болған емес. Шынымен ақ бір үйде тұрып келеміз, бірақ мен сол кезде мен таңғалатынмын, бір әпкелеріме де өте бөлек тұрады, бірақ шекара жоқ отбасылар болады. Телефоннан, WhatsApp-тан. Бөлек қалада тұрады, бірақ шекара жоқ. Күнде звондайды. Бір үйде тұрып та шекара осындай. Бір үйде тұрып та шекара сақтауға болады деп, ол адамның өзі қалай орнатады соған байланысты. Жаңағы әу баста сен қалай орны. Сонысын өз-өзіңе жаңағы образ алып болмау. Мен күшті келінмін, или мен күшті енемін, мен сенің шешеңмін, мен сенің қызың сияқты боламын деген сияқты образ алып болмау. Алдынан алдамау өзіңді. Иә, өзіңді де, ол кісіні де алдамау, иә. Ол кісі де сенен күтпейді, сен де күтпейсің. Ешкімнен күтпейсің жалпы бұл әлемде. Неше жыл оқыдың ақшта? 2 жыл. Негізі мен 2 жыл оқыдым толық, бірақ 5 жыл тұрдым. Өйткені менде былай болды. Бірінші 1 жыл мен тіл оқыдым, одан кейін 2 жыл оқыдым, одан кейін жаңа бала тууға бардым, жұмыс істеуге бардым, стажировкаға бардым, бүйттім, 5 жыл 2017-тен осы 2022-нің июньда келдім, но бірақ келіп отырып, бірақ түбегейлі 2022-нің июньда келдім, болды деп. Пандемияда сол жақта болдың? Арасында, иә. Жартысын сол жақта, жартысын ол жақта сөйтіп. Жалпы журналистика оқыдың ғой, а магистратура именно документалистикаға, киноға бардың ба? Кино емес, документалистика. Неге таңдадың ол саланы? Өйткені мен неге журналистикаға түстім да, бірақ мен түсіндім қателік жасағанымды. Өйткені оларда журнализм деп айталады. Журнализм оларда көбінесе мынау жазылатын. Біз газетті бағаламаймыз ғой, а оларда New York Times, Washington Post, бұның бәрі журнализм деп аталады. Ал телевидениеда біз журналистика дейміз, оларда телевидение журналистикадан бұрын бродкастинг деп аталады да. Телевидение да. Мен телевидениеға барғым келмейтін түсіндім, өйткені телевидение, ол жақтың телевидениесі біздің жақтың телевидениесі бірдей. Біз оларға қарағанда универсальныймыз. Оларда бір нүктені басып отыратын бір адам болса, біз 5 нүктені басып отыратын адамдармыз ғой. Негізі де солаймыз. Сондықтан ол жақтың телевидениесінде үйренетін мен сондай бір күшті зат байқадым деп айтпаймын. Журналистикасына мен өте саналы түрде бас тарттым, өйткені ол жерде сен ол жақтың ділін түсінбесең, между строк жаза алмасаң, ол жақтың проблемасын түсінбесең, олардың менталитет деп айтпай қояйын, менталитет деген ойлау несін түсінбесең,
на тонком уровне, иә олар үшін проблема не деген сияқты. Мысалы біздегі кешегі заттар олар үшін проблема емес далеко, иә. Дикость. Иә, сол оларда не проблема, осының бәрін сезу үшін, журналист чутье пайда болу үшін, сен кішкене ол жақта ол үшін оны үйреніп келіп, бұл жаққа оны ендіре алмайсың да, сен сол жақта қалыптасып қалам десең, сен оны үйренесің деп өзімше топшыладым. Документалистикаға мен өте бір алып көрейінші деп ойладым. Ол жақта сабақ өзің таңдайсың ғой, алып көрейінші деп ойладым, сөйтіп басыммен сөйтіп кіріп кеттім. Өйткені маған андай нон-фикшн әлем қызық болды. Неге Бостон университеті? Ол өте жеңіл, өйткені мен қала таңдадым. I'm sorry деген ба, қала таңдадым. Таза қазақша. Негізі мен Колумбияға түскім келді. Колумбияға IELTS 8 сұрады. Ол бүкіл қыздардың арманы ғой, Колумбияға түсу. Бірақ мен Колумбияға түспегенмен одан кейін рахмет айттым, өйткені ол жақтың бағдарламасы басқаша екен. Сосын Берклиға түскім келді. Берклиға мен қабылдамады. Өйткені мен бэкграундым өте жай болды Беркли үшін деп ойлаймын. Ал Колумбияға IELTS 8 болды да, мен қойшы IELTS тапсыратам ба 8 деп ойладым да, қолымда бар 7 мен тапсыра берейін деп. Нью-Йорк университетіне тапсырдым, Бостонға, сосын Вашингтон. University of Washington деген бар, соған тапсырдым. Үшеуінен шақыру келді. Нью-Йорк университетіне бармадым, өйткені бродкастинг болды. Вашингтонға бармадым, өйткені ол Сиэтл қаласында болды. Сиэтл өте жауынды, шашынды, кішкене не. Бостонда Кембридж бар, Гарвард бар, MIT. Бостон таза андай не ғой? Студенческий город. Қала, сосын жанында Нью-Йорк бар деген сияқты. Және ол примерно центр. Таза не ғой? Американың қалыптасқан қалалары ғой. Анау британдықтар сол жаққа келіп қоныстана бастады. Сондықтан бір тарихи өте бір күшті сияқты болып көрінді да, және орта күшті болатын сияқты болып көрінді, сөйтіп таңдадым. Негізі өкінбеймін, күшті. 5 жыл оқыдың ғой, өмір сүрдің, ол жақта 2 балаң туылды. Ол жақта 2 балам. Иә, елге қайтып келген кезде вообще вот этот переход адаптационный да, өзіңнің еліңе деген. Сосын жалпы ол жақта сен жұмыс істеп те үлгердің ғой. Жоқ, қандай жұмыс? Тек жұмыс жасадым дедің ғой, стажировка жасадың. Стажировка, иә. Яғни жұмыс барысын көрдің. Иә. Иә, жұмыс барысын көрдің, ол жақта қалай жұмыс істейді. Елге қайтып келген кезде, біздің реалисті көрген кезде, сразу жұмысқа тұрдың ба бұл жаққа келген кезде? Жоқ, мен фрилансқа кетіп қалдым. Фрилансқа? Жалпы қалай болды? Переход вот 5 жылдан кейін. Ол жақтың нарығымен журналистиканы салыстыруға келмейді. Өйткені бюджет басқа біріншіден. Сәйкесінше әр адам өз орнында, және әр адам өте орысша айтайын, узкий затты жасайды. Біз сияқты многофункциональный емес. Универсалмыз ғой. Иә, мен бір ғана кейсті айтайын, мен жаңағы Warner Brothers'та дей шоулар болады ғой, күнделікті шоулар, иә. Бізде әйел бақыты болушы еді ғой бұрын, сондайдың ішінен кухнясын көрдім. Мен таңғалғаным, аузыма ашылып, ана жерде шын айтайын ба, 1 сағат көру, 1 сағаттық эфир, 15-15 минуттан 3 қонақ келеді, 45 минут. 15 минут ортасында реклама, 5-5 минуттан, 3 қонақ 15 минутта отырады, одан артық отырмайды. 1 сағатқа 3 қонаққа 3 сценарист. Әр қонақтың өз сценаристі бар. Сол сценаристің өзінің бірнеше редакторы бар. Әр сценаристің өзінің бірнеше редакторы бар. Сонсоң 6 продюсер бар 1 сағатқа. 6 продюсер бар. Мынадай студияда мен санап шықтым, 25-26 адам жай жүрді. Былай, бетеді. Мотор дейді, болды, ешкім жоқ. Ана адаммен сөйлесіп атады, ана жерде суфлер кетіп атады, суфлердан бөлек редактор не ұстап тұрады, ручной не. Анау сұрақтарын ұстап тұрады. Ол сұрақтан ауып кетпейді. Жауабын да ұстап тұрады. Сол кезде анау қонақпен олар оны отрабатывали уже давно. Ол сторителлингті. Және олар әрбір тақырып туралы сөйлеспейді. Анаған секіріп, мынаған секіріп емес. 15 минутта 3 история айтылады. Олар вообще бүкіл медиа сторителлингқа ғана құрылған оларда. 3 история ғана айтылады. Сторителлинг. Бір тапчиканың суретін алып шығады да, сол тапчиканың айналасында әңгіме айтылып атады деген сияқты ғой. Бір 3 әңгіме ғана, или 2 әңгіме ғана, сол әңгіменің айналасында. Басқа жақтарына секірмейді. И ол әңгімені бірнеше рет қайталаған, айтқан, видеосы бәрі дайын тұр, бәрі дайын, анау сценарий кетіп атыр, анау жауап беріп атқан адам есіче көріп тұр көз алдында, иә, не айтатынын. 15 минут өтті. Реклама дейді, жаңағы 30 адам, 20 шақты адам бір моментте келеді бәрі. Бір моментте жан жақтан жүгіріп келеді да. Әр қайсы өз затын істеп атады, білсеңіз ғой. Біреу бояндырып атады, прям как фильм, шынымен ақ. Біреу бояндырып атады, жанына сценарист келіп қағазды алып қойып, екінші гості уже өтіп атады, жаңағыдай алдын ала. Подготовка. Иә, подготовка кетіп жатады. Біреу ана жердегі сымдарды жөндеп атады, біреу ана жерде реквизиттарды әкеп атады, біреу бүйтіп атады. В общем, ана жақта и бір 5 минуттан кейін все дейді.
жоқ ешкім жоқ. Мен ондай ток-шоуларда көп жұмыс істегенмін. Бізде анау ведущий Алмаз, Алмаз, біз ана реквизитті ұмытып кетіппіз шығаруға. Қазір сені крупныймен ала тұрамыз, сен жай барып алып кел. Тоқта, сен крупныйда тұрсың, крупныйда, Мақсат. Құлақта айқайлап жатады. 5 адам ғана. Сен әже сценарист болып отырсың ғой, еще продюсер болып отырсың, еще жаңа пультта отырсың ғой. Реквизит, анау кім келмей қалды, мобилограф келмей қалды, тұрып жүгіріп барып, өзің барып түсіріп келесің деген сияқты. Солай ғой бізде. Өйткені бюджет деген мынандай ғой. Бір 5 теңгенің бәрін Ол еще біреу телефонда отырады, анау, деп звонок қабылдап отырады ғой. Ол жерде анау аудиторияны ұстайтын өзі 5 адам жүреді. Жаңағы аудиториямен жұмыс істейтін, келген қонақпен жұмыс істейтін. Одан бөлек келген қонақпен аудиторияға көңіл күйін сыйлайтын бөлек адам бар. Комикті алып келіп қояды. Ол жаңағы бағдарламаның басында бір 7 минут шутка айтты бізге. Просто күліп оттық та. Не үшін десек, соның бәрін күліп деген бәрін видеоға жазып алып жатыр да. Бізде деген шапалақтаңдар дейді ғой. Сен тұрыңнан мұзда. Күліңдер дейді ойлаймын. Анжет бүкіл өте жасандылығы жоқ та, шын жасайды. Бір адамды жалдаған, ол күлдіртеді. Сонысын битеді. Анау көрерменмен ойын жасайды. Соларға сыйлық береді. Ана жерде путевкалар беріп жатты, телефондар беріп жатты. Помните, Эленнің шоуында ма? Осы жерде отырған бәрілеріңе там көлек дей салушы еді ғой, помните? Еще на концерт, там біреудің концертіне барамыз, бірдеме, сірдеме. Сразу. Вот это бюджеты. Сіз даже білмейсіз ол жақтың бюджеті қандай екенін. Өйткені телевидение жалпы неде жеке меншік компания болғандықтан ба? Жалпы оған ақшаны Warner Brothers береді ғой. И ол бір жаңағы келеді өзінің компаниясы да, жаңағы продюсер өзінің несімен, 6 продюсермен, ол қалай айтады оны, chief продюсер. Chief executive. Executive продюсер келеді, қалғаны жаңағы орындаушы, ол өзі продюсер, который уже проталкивает проекты. Warner Brothersқа өткізді. Олар сол ақшасын согласовывать етеді, болды өткізеді. Оларға главный сол бір-екі сағаттықта жаңағы бір рейтингтарын алып беріп тұрса. Мысалы, егер біздің телеканалдарды алатын болсақ, бізде жеке каналдар да бар, және мемлекеттегі не болғанын көрдік енді. Ой, айтсам қаным қарайды. Цензура мәселесі. Мен ойлаймын, бізде жеке каналдарда да цензура бар деп ойлаймын. Ол жақта да сондай ба? Ол каналғының саясатына байланысты бар әрине. Егер саяси әңгімені айтып отырсақ, саяси әңгімеде бар, конечно, CNN Трампты жақтамайды, Fox News Байден жақтамайды, демократтар мен республиканцы, ол екі өздері бөліп алған медианы негізі, және там өзінің пропагандасы бар. Оларда да бәрі аля там өте нейтралды емес, өздерінің аджендалары бар. Соны крутить етеді. Өздерінің пропагандисттері бар, отырып алып жаңағындай. Бірақ олар оны искусственно жасайды да, маған ұнайды да, әдемі жасайды маған соны. Байқамайсың ғой. Сен пропаганданы жұтып атқаныңды байқамайсың. Біз жаңа жылда Америкаға барып үйленіп келгенбіз. Біз ойламаппын қазақтармен біз Американың политикасын обсуждать етеміз деп. Олар отырып алып былай айтады, Нью-Йорк, здесь в основном либералы, или там Калифорния либералы. Здесь невозможно жаңағы воспитывать детей, гей-пропаганда, анау ЛГБТ пропаганда. Біз қазір кішкене өссін бұлар. Сосын жаңағы неге барамыз, республиканс, да, Техас, она же примерно Флорида тоже, Они либеральные, негізі мынау шет жағасы, мұхиттың жан жағы бәрі сондай ғой. Өйткені иммигранттар жан жақтан. Сөйтіп айтып отырады, ойламаппын, что через 10 лет біз сондай әңгімелерді айтып отырамыз деп олар да қатты интегрированы ғой. Қазірдің өзінде, білмеймін, қазір Трамп пен Байден сайланып жатыр ғой. Шоу жасап жүреді. Любой заттан шоу жасайды. Любой заттан. Ол моментінде саған керек, оларға керек кезде жаңалықтар сброс жасалады, оның астында это все контролируется. Я же еще вещала, мен Қазақстан ұлттық телеарнасының ақш-тағы тілшісі болдым ғой, Америка құрама штаттарында. Сұхбат аласың ғой адамдардан, сол кезде байқайсың, анау біздің халықпен кішкене өзгешелігін, саяси недегі аджендадағы әңгімелерді байқайсың. Қызық, вообще қызық. Басқа әлем, бірақ қызық. Өзінің да минустары бар, плюстары да жетерлік. Кез келген мемлекеттің өзінің плюс мен минусы бар. Жалпы бірақ кәсіби маған ұнайды.
сен өтірік ойдан шығарып айта алмайсың. Біз бүйтіп отырып біреу айта салады ғой бізде отырып ше мысалы сөйтіп айтқан екен ше деген сияқты баяғыда осындай болған екен бізде көп осындай бір тарихи мәліметтер медиада тарихи мәліметтер просто біреудің айтқанымен айтылады ғой сөйтіп айтқан екен сондай сол әңгімемен сондай өтірік сторителлинг бір определенный бір сондай қауесеттердің несіне шыққан сенің түсірген киноңда мысалы содан басталады ғой бірден такой крючок адамдардың аузында жүрген әңгіме осындай неден басталады да яғни осы мәселеде жалпы сен түсірген сол кинода оған дейін ол киноға дейін сен елге келгеннен кейін фрилансқа кеттің ғой ой мен сұрағыңызға жауап бермедім фрилансқа кеттің бірінші алғашқы жасаған жобаң не туралы болды жаңа сұрағыңызға жауап бермедім кешірім сұраймын разницасы осындай мен осында келген кезде бірден фрилансқа кеттім себебі мен біздің медиада жұмыс істеуге ыңғайым келмейтін шығар деп түсіндім өйткені бізде бәрібір нарық сол қатты алысқа кетпеген түсінікті жаман демеймін жалпы мен ыңғайым келмейді мен дамығым келді документалкада дамығым келді бізде документалка телевидениеда әлі архаикалық күйде өте архаикалық күйде және хроника күйінде ол дегеніміз мына жыл деген сияқты бір Википедия сияқты ма бір хроникалық күйде ал мен неге Netflix деп айтамын мен документалкаға драма мен конфликт қосқым келді мен документалкаға арт сияқты қарағым келді да өйткені адамның өмірі негізі ол арт да негізі бар ғой ол сезіледі мен осы недавно Pepsi Where is my jet деген нені көрдім Netflixте қарадым да рекламный не жаңа реклама болған и соған байланысты жаңағы конфликт и как они там рассказывают просто сторителлинг Алияда сразу көрінеді ол неде ол почерк бірден білінеді жаңа сен түсірген кинода ол бірінен кейін бірі сен басында жай әңгімеден басталды сосын алға уже крупный тема сен воронка сияқты біз соны былай бастадық жаңа мен ақштан келгеннен кейін біз фильм түсіреміз деп вообще жеке жұмыс істеймін деп шештім сәулемен жолымыз қосылды да біз жай фильмдер түсіріп жүрдік жай одан кейін Қонаевтың идеясы туды менде өйткені жалпы мен Карлакты түсірдім үйттім тарихи бір-екі фильмдер түсірдім Қазақстан территориясы туралы Орда деген фильм түсірдім Мәскеуге барып шекара туралы енді ол басқа продакшнға түсірдік жеке шыққан жоқпыз өйткені қаржылық мәселе одан кейін жеке шығатын кезде мен Қонаевтан бастаймын деп шештім себебі оның алдында кішкене эпизодтар болды саяси эпизодтар Тоқаев екінші елбасы ма деген сияқты сосын оны алып тастадық ютубтан сосын Қонаевқа келдік Қонаевқа келгендегі менің басты мақсатым не болды дейсіздер өйткені критикалық ойлаудың сыни ойлаудың жоқтығы сияқты болып көрінді маған өйткені бізде жаңа Қонаевты асыра мақтау бар болды және кез келген адамдан неге деп сұрасаң жауап беретін бірнеше аргументтері және ол өте жаңағыдай қалқып жүрген аргументпен бекітілмеген романтизация содан менде таза мынандай қызығушылық басталды сөйтіп мен мемуарын оқып бастадым Қонаевтың одан кейін басқа мемуарлар кітаптар еңбектер оқып бастап мен картинаның ақ пен қара емес екенін түсіндім как в жизни бывает негізі сосын соны түсіреміз деп шештік және оны біз ол ұзақ неліктен біз бұны мысалы 2 жыл түсірдік деп айтамыз ғой ол негізі процесс өте тез бір 3-4 айда түсіріп тастауға болады сценарийда біз өте ұзақ отырдық біз каждый 3 минутты там 3 күн талқылаймыз деген сияқты ғой неге өйткені мен өзім орысша айтамыз да біз бүйтіп этот фильм наша школа она была нашей школой школы документального кино ваш фильм это ваша школа деп айтады ғой сен университетте қанша оқысаң да дегенмен сен қолмен жасаған кезде сен соны үйренесің и біз просто сіз білсеңіз біз сценарийді 4-5 рет ауыстырдық қайтып переделкаға жібереміз қайтып 3-ші серияны мен вообще 4-5 рет переделка жасадым біз 3-ші серияда 2-ші серияда байқасаңыз Ташенов пен Қонаевтың текетіресінен басталады өте бытовой әңгімеде бір-бірін ұнатпаған деген сияқты әңгімеден басталады бірақ проблема ол емес негізі проблема мына жақта бірақ біз басқа әңгімеден бастағанбыз жерден бастағанбыз Өзбекстаннан бастағанбыз анадан бастағанбыз сосын мен Сәулеге айтамын жоқ Сәуле өте бытовой әңгімеден бастау керек надо хук надо завлечь надо прям бытовуху уйти деген сияқты сөйтіп біз бүйтіп ойланамыз 3-ші сериясы өте жаңағыдай сондай бытовой әңгіме жоқ та 3-ші сериясында өте андай Брежневтің кезі бәрі тыныш жаман заман жақсы ешкіммен ұрыспаған деген сияқты
не табамыз ойланамыз, жаңағы Ақмоланың 79 жылы Ақмоланы алып алған ма деген сияқты. Сомен кірдік. 79 жылы Ақмоланы, жаңағы неміс автономиясын құрғысы келді ғой, біздегі Ақмолада. Содан кіреміз. Маған ұнамайды, бірдеңе ұнамайды маған ше. Вот көңілден шықпайды. Мен Сәулеге айтамын, знаешь, неміс автономиясы, ну не всем она интересна. Я так считаю, давай, с чего начать? Помнишь, у него был инфаркт? У него же был такой мини-инфаркт. Басады ғой. Чтобы болью угасить, бүйтіп басады деп айтады жаңағы. Інісі инфаркт болды ғой. Давай несінен бастайық. Что его инфаркт болған кезде он орын алғысы келеді. То есть инфаркт болады, и он орын алып алғысы келеді. Сондай тағы да бір неден бастайық, драмадан бастайық. Давай конфликтқа өтейік деген сияқты. Әр момент, әр эпизодта, әр өткен кезде біз солай істеуге тырыстық. Бізде тіпті даже мынандай ой болған жоқ, білесіз бе, қанша адам көреді, біреу көре ма деген сияқты, не болады. Бізде бұл таза өзіміздің старый жаңағы неміз мектебіміз болды да, біз сол қызық болды. Шына болды. Біз просто андай вау деп что-то бір жаңа зат, вау, былай болады, я вау. А давай ертең Джордан көріп келейік. Там Let's Dance. Давай Let's Dance көріп келейік та, содан бірдеңе ұрлауға тырысайық деп келесің да, сөйтіп келесің. Давай ертең ана нені көріп келейік. Turning Point-ты көріп келейік деп сөйтіп келіп көруге тырыстық. Сонысын бізде ең басты мақсат бір адамның айналасында дәуірді көрсету, және ол адамның сан қырлылығын көрсету. Біз прям миымызда, так, біз ескерткішті көрсетпейміз, біз ескерткіш жасамаймыз, онсыз ақта бізде бүкіл документалка ескерткіш, біз адамды көрсетеміз, тірі жанды, оның минусымен. Бірақ менде бір-екі қателігім бар деп есептеймін. Мен бір-екі затты айтпадым. Өйткені мен білімім жетпей қалды сол моментте. Негізі Қонаевтың тағы да бірнеше жаңа личный моменттерін. Ну, личный біз кішкене этический момент, таза бір анау батыстық көзқараспен это будет неэтично деп отырдық та, типа ол татар ма, татар емес пе, какая разница, это неэтично деп Сәуле қосқызбайды. Мен айтамын, қос Сәуле, это волнует людей. Говорит, ты что, это же совсем, это же не важно. Мен да отырдым, какая разница деп. А я говорю, драма болу керек. Мен ойлаймын, мысалы несімен көзге түсті, не үшін қарады? Сен айттың, біз түсірген кезде біреу қарай ма деп те ойлаған жоқпыз деп. Не үшін қарады? Өйткені документалистиканың өзінде жаңағыдай драма пайда болды. Егер біз американдық киноларды кино емес даже National Geographic қарасаң, показывают проект Львов. Ол жерде де персонаж бар, солардың драмасын көрсетеді. Даже среди оларға ат береді, немесе геналардың несін тобын алады да, соның ішінде біреу главарь болады. Сосын ол кетіп қалды, сосын ол келді. Сол ғой, сторителлинг қой. Сторителлинг в мире животных. Мен соны көрген кезде мен таң атым, малар деген слишком малға кетіп қалған ғой деген сияқты да. И сен жасаған дүниеде вот сондай не бар да, завлекуха бар да, сен кірген кезде бастайсың да, уже все шалмай қаласың до конца көріп ше. Вообще супер. Келесі не шығарасың деген әңгіме ғой. Біз келесі кішкене фильм шығады қазір. Бұл көп сериалы или бір ұзақ зерттелген жоқ. Бұл небәрі 4 ай зерттедік бұны. Русификация деген. Русификация деп өте жаңа естіледі кішкене, но бізде бірақ сұрақ болды. Мен ол өзіміздің болымыз, Сәуле екеуміздің біз неге орысша сөйлейміз деген. Неге орысша сөйлейміз? Сәуле таза орыс тілді. Мен қазақ тілдімін, бірақ мен орысшаға ауысып кеткенмін миым. Кейін өйткені мен жаңа орыс тілде тұтындым, университетте жалпы миым кішкене орысшаға ауысып кетті. Содан біз неге жалпы орысша сөйлейміз деген сұрақ. Мен әкем де үнемі айтып отыратын, Целиноградта бәріміз университетте орысша сөйлесін, бірдеңе. В общем, қазақ болып туылдық емес па, в чем проблема, где деген сияқты, қай жерде бәрі өзгерді деген. Осы русификацияға келіп тірелді, ол бұл жерде орыс жаман, қазақ жақсы деген мәселе емес. Біз тек қана түп тамырын түсінгіміз келді. Біз өте көп жаңалық аштық өзіміз үшін, өте көп жаңалық. Айтпаймын бір сондай не фильм болады деп, андай массовый деп болмаймын, кішкене узкий болады сияқты, өзі қызыққан адам көре алатындай. Өйткені біз ол жерде таза тарихи контекст аштық. Коренизация деген не болды, біле білсеңіздер, осыдан 100 жыл бұрын 1921 жылы қазақша білмеген адамды жұмыстан шығарып жіберетін билікте. Орталықтан Ресейден келген орыстар, славяндар, немістер кез келген осында келген адамдар, енді бізде жұмыс қолы аз болды ғой, оқып жаңа бюрократияда жұмыс істейтін адам аз болды. Орталықтан алып келген адамдарға 6 айлық курс болады, қазақша үйренбесе қайтарып жібереді. Содан да тиктоктағы неміс кемпірлер
баяғыда кетіп қалған кемпір шалдар Ол қазақша коренизация таза деп аталады. сөйлейді ғой. Коренизация. Балам деп Біз тұр. жақсы жек көреміз ғой жаңағы большевиктерді, жаңағы Ресей патшалығын. Көп зат үшін жек көруге болады, да, жындануға болады, орыстандырды деп. Бірақ әу баста Лениннің саясаты бойынша әр мемлекет өз тілінде іс жүргізеді, өз тілінде саясатын жасайды. Басында солай болды ғой негізінде мен. Бірақ Сталин келіп, Сталинда да сол саясатпен жүрді, бірақ түсінді, бұл ұзақ уақытты талап ететін дүние. Алмаған, шашырап атқан, орталықтандыру керек. Ақшпен жарысып жатыр ғой, ол мәселе жаңағы қазақты, өзбекті құрту деген бір әңгіме жоқ негізі ол жақта. Мүмкін кейде болған шығар, но бір глобальный зат емес. Оларда глобальный зат әлемдік гегемонияда, там ақшпен жарысу, сол кезде ойлайды, біріктіру, орталық тез бірігу керек, өйткені экономикалық даму керек. Ауыл шаруашылық болдық қой, біз крепостной праводан енді шыққан, бір ескі ауыл шаруашылық деңгейде қалған экономиканы промышленностьқа өткізу керек, өндіріске өткізу керек. Өндіріске өткізу үшін, өндіріске, зауытқа, фабрикаға ақша, экономика, импульс беру үшін орталықтандыру керек, бір тілдегі бір экосистема керек. Сондықтан олар түсінді, коренизация ұзақ уақытты талап етеді, және бұл біз ақш емеспіз, бәрі ағылшынша сөйлейтін да, условно. Оларда естественно, штат әркім әр штат өзіне, би өзіне қожа. Бізде бұл не работает. Сондықтан біз біріктіреміз деді да. Бірден коренизацияны қарап отырсаңыз, 30-шы жылдар мен прям құжатын қарап шықтым. Менде хроника құжаттар бар, неге қатысты, тіл саясатына қатысты. 30-шы жылға дейін қазақ тілі оқулықтар шығарған, Байтұрсынов бәрі сол кезде оқулықтар шығартқан, қазақ тілі мектептер, просто акцент тілге. 30-шы жылдардан кейін бәрін алып тастайды. Бәрі орысша. Ең бірінші заң шығарылады. Ата-аналар тіл, кез келген тілде баласын оқытуға құқылы дейді. Сол кезде массовый отток орыс тілді сыныптарға кетеді. Қазақша оқыватты ғой. Әр ұлт өз тілінде білім алады. Менің балам қазақша оқиды. 30-шы жылдардан кейін айтады, 30-шы жыл емес, қазір жылын шатасуы мүмкін, 50-шы жылдар Хрущевтың кезінде өйткені заң шығарылады, әр ата-ана баласын қай тілдегі мектепке берсе де өзі біледі. Массовый отток. Орыс тіліне береді. Өйткені адам боласың, Бізде енді соның моды болды ғой. Жоқ, негізі адам боласың, шынымен ақты. Өйткені неге партияға кіру үшін мен де ренжідім ата-анама. Мен қазақ мектебіне бергенде мен ренжіген кезім болды. Неге сендер мені орыс мектепке бермедіңдер деп. Мен университетке түсетін кезде де мен қазақ тілді мектеп бітіргеннен кейін мен орыс группаға түсейінші деген кезде түсірген жоқ, өйткені сен қазақша бітіргенсің деген. Сол кезде де ренжігем. Ол кезде де мен ойлайтын едім, бүкіл білім, бүкіл даму, прогресс тек орыс тілінде деп ойлайтын едім. Солай болды. Ата-аналар солай берді. Сосын екінші заң, ол қазақ тілін оқыту басқа тілді класстарда алынып тасталды. Факультатив болып қалды. Қазір Татарстанда болып жатқан. Тура дұрыс айтасың. Татарстанда қазір соны жасап жатыр. По желанию деп ойлаймын. По желанию болды, және ол өтірік болып кетті, одан кейін желание жоқ ешкім. Сонысын Қонаевты айыптауға да болады. Осы сәтте Алматыда 2 мектеп қалды қазақ тілінде, бірақ қазақ мектептер ауылдарда ғана қалды ғой. Қалаларда қазақ мектеп бітті. Сол орысша оқыған балалар, әке шешесі баласын орысшаға берді, өйткені адам боласын деп, орыс тілінде олар таза орысша оқып шықты, балаларын орысшаға берді. Солай бізде русификация жүрді. Біз солай орысша сөйлейтін болып кеттік. Мен оны Сәбит Мұқановтың кейсінде ақ түсіндіре аламын. Біз Сәбит Мұқановтың қызынан сұхбат алдық. Ол кісі қазақша білмейді, таза орысша сөйлейді. Ол кісіден мен сұрадым, жаңағы ботагөзді қазақша оқығансыз ба деген сияқты. Өмір мектебін одан да емес мәселе. Ол кісі Сәбит Мұқанов таза қазақша ортадан шыққан адам. 7 жасында жетім қалған, бір 10 шақты әпкесі бар, ешқайсысын білмейді, барлық әпкесі жаңағы тоқалдыққа ма, в общем, өтіп кеткен, өте кедей отбасынан шыққан, біреуде жаңағы көмекші болып, малын бағып күнелткен адам, және ол орыс тілін оқуға тырмысып, депутаттыққа дейін өсті ғой. Тіл арқылы, осы революция арқылы, большевиктердің саясаты арқылы. Сонсын балалардың бәрін орыс тіліне берді. Жалғыз Сәбит Мұқанов емес, біз қазір ол кісіні ғана айта алмаймыз. Барлығы, бүкіл зиялылардың барлығының баласы. Балаларын орысша оқытқан,
Иә, осы 12-ші мектепте оқыған, саусақпен санарлық қана, иә. Барлығы сол қазақ тілінде өсіп шыққан жаңағы Әуезов болсын, Мүсірепов болсын, Мұстафин болсын, кез келген Төлеген Айбергенов балаларын білмеймін, жалпы барлығы балаларын орыс мектебіне берді. Олар қазақша білмей өсті, олардан шыққан бала да орысша болып кетті. Осылай русификация жүрді. Және ол осы саясатты түсіндіреміз біз. Нақты құжаттармен түсіндіреміз. Сосын ол біздің менталды айдентикамызға қалай әсер еткенін түсіндіреміз. Біздің айдентикаға қалай әсер етті. Және 86-шы жыл неге болды? Өйткені қараңыз, қаланың бәрі орысша, балалары орысша. Ауылда қазақ мектебі ғой бәрі. Қазақ мектебі ғой. Қалаға келеді, мына бабыл, мында кірейін десе кіргізбейді. Орысша білмейсің өйткені. Сосын олардың бәрі анау жатақханаларда, сосын анау рабочий заводтарда істейтін рабочий болып бүйтіп бабыл болып қалды. Оларды мынау қалалық бабыл кіргізбейді орыс тілде, иә. Содан бір-бірімен автобусқа кірсе жаңағы не сен қазақша сөйлеп, түсініксіз тілде сөйлеп тұрсың, қала орысша болып кетті. Анау ауылдан келді, ойлайды, мен Қазақстанда жүрген жоқпын ба. Мынау бум моменте. Желтоқсанның негізгі түпкі себебі сол еді. Мен Қазақстанда жүріп, неге мен қазақша сөйлей алмаймын деген сияқты. Осындай момент еді да. Бұл түпкі, өйткені қалаға келеді олар. Жаңағы пропискаға тұра алмайды, жұмысқа тұра алмайды. Ауылға барып тұрды. Иә, ауылға жібереді. Өз тілінде сөйлей алмайды, жұмыста қала алмайды. Осының бәрі жаңағы социальный не алып келді да. Осындай бум болды. Сол біз русификациямен осы 86-мен аяқтаймыз осы процессті. Коренизациядан бастаймыз 20-шы жылдардағы. Большевиктердің келуі ғой. 1920-шы жылдардан бастап 86-ға дейін тоқтаймыз деп бум болған. Қазіргі кезде бізде қоғамда да екі тілді, иә, орысша сөйлейтін қазақтар мен қазақша сөйлейтін қазақтардың үлкен айырмашылық бар. Бір-бірімен араласуы, сөйлесуі как будто бы қазақ емес сияқты. Егер мен блогер ретінде айтатын болсам, орыс тілді блогерлер мен қазақ тілді блогер. Менде екі парақша ғой. Біреуі орыс тілінде, біреуі қазақ тілінде. Мен екі жақта да жүремін, екі жақта да бақылаймын. Бірақ олар бір жерде кездеспейді. Біріншіден, бір іс-шарада, бір мерекелерде кездеспейді. Кездескен жағдайда да инфополе разные. Танымаймыз, және беретін контент те әртүрлі. Қазақ тілді блогерлердің контенті басқаша, орыс тілді блогерлердің контенті мүлдем басқа. Олардың алатын жарнамалары да басқа, екі түрлі үлкен контраст бар. Бірақ бәріміз қазақпыз. Сол кезде соның біз әлі осы нәрсенің әсерін әлі сезінеміз да. Вот ты зря говоришь, что типа узкие адамдар ғана көреді. Мне кажется, бәрі көретін сияқты. Көрсе мен қуанамын, өйткені ол жерде жамандау или жақтау или ой мен мына затты ұнатпаймын. Шын білмеймін, бұл енді мен өте субъективті пікірім, мен мына заттан өте қашамын, мен байғұс қазақ, мені күні-түні ұрған, мен сондай бір жертвамын деген сезімнен өте ұнатпаймын. Вот жертвенная позиция. Біз сондай мың өліп, мың терілген, хорошо, мың өліп, мен ничего не говорю, но сен осы қоғамдағы тіл мәселесін, мәдениет мәселесін қалай басқаша көтерген кезде біз неден реальностьтан шынайы фактіден кетіп қаламыз да, жаңағы соны жырғып, соны бір қайғы мәселесіне сондайға не істеп ше. Ол дым емес, білесіз ба, оның қауіптілігі неде? Өкпелі адам жек көреді, ашуланады, агрессор болады. Сәйкесінше сенде жаңа орысты жек көру пайда болады, или там немісті жек көру деген, ол әлде дұрыс емес. Мысалы дінде де осындай нәрсе көп та. Радикализмда. Сондықтан адам неге деген сұрақ қою керек, бірақ мен биткенде, мені орыс ұрғанда, мен аны биткенде деген сезім керек жоқ. Өйткені орысты да ұрған. На то пошло, Сталин бүкіл грузинді да қырып тастады, бүкіл орыстарды қырып тастады. Сол Карлакта отырған қазақтармен қатар сол кімдерде Солженицын да отырды да, условно. Сол немістер де, еврейлер де, орыстар да отырды. Мен ылғи айтам, орыстар деп айтпаймыз, большевиктер деп айтамыз. Орыстар деп айтпаймыз, Ресей империясының жаңағы Романовтар деп айтасың ба, кез келген, иә. Өйткені бұл ұлтқа деген жек көрінушілік ол өте дұрыс емес. Ол өте дұрыс емес зат. Өйткені ол тіл саған ештеңе істеген жоқ, ол ұлттың адам саған ештеңе істеген жоқ. Ол бір саяси топ. Олар орысты да қырды, қазақты да қырды, өзбекті да, грузинді да қырды. Сондықтан мен жаңағы русификацияны көрсе қуанамын, өйткені ол жерде андай әңгіме жоқ. Қазақ бейшара
тілімізден айырылдық деген әңгіме Қашан жоқ. шығады? Айырылдық, бірақ оның себебі бар. Оның мотивациясы бар. Айтуға болады, колонизация кез келген жерде өмір сүрген. Бірақ біз жаңа деңгейге шығу үшін, мен өзім үнемі айтамын, ұлттың психологиясы мен адамның психологиясы бірдей. Травмаң бар, ашаршылықтан білмеймін, травмаң бар. Бірақ сен сол травмаңмен өз-өзін копать ете бересің. Травмадан өсіп шығып, сабақ алып жүрген адам ғана жаңа деңгейге шығады. Тура солай, жаңағы кез келген травмаңнан колонизатор көрсеткен түрлі травмадан, мысалы, неге, қандай сабақ алам, бұл менің күшім неде деп жаңа деңгейге шықсан, бұл вообще өте күшті. Травмада адам өседі деп ойлаймын. Қашан шығады бұл? Қашан шығады? Осы біттік негізі біз обложка жасау, анау титр қою деген сияқты бір осы сәуірдің ортасы шығып қалу керек. Тамаша. Ұзақ емес, бір 50 минуттық қана. Одан кейін бұйырса бізде қаржы тауып бәрі жақсы болса, семей полигон түсіру жоспарда. Неге семей полигоны деп айтайын? Мен Оппенгеймерден кейін Оппенхаймер деп айтамыз. Оппенхаймерден кейін мен ол фильмді көрдім бірнеше рет. Нолан гениальный, түсінікті. Бірақ Оппенхаймерден кейін мен түсіндім. Мен енді білгенде кітабын оқыдым, Тоғжан Қасенованың кітабын оқыдым. Бізде еще хуже болды дедіңіз. Ана жерде аналар андай сторителлинг берген да, анау кімнің, Оппенхаймердің айналасында. Бірақ Қазақстанда семей полигон туралы болған әңгіме, ол одан енді цинично тағы да айтамын, бірақ ол 10 есе. Өйткені ол жердегі Сахаровтың персонасы да қазір айналдырып алып келсе, ол кезде қазақтардың басынан шеккені тағы да, ол кезде функционерлердің жасаған әрекеті, Берияның жасаған әрекеті, ана жерде фильм жасасаң, это вот бірнеше сериялық, мынандай серия жасау. Соны әшейін біз енді ондай істей алмай шығармыз әзірге, директі фильм ретінде түсіріп, одан кейін барып бір питчинг жасасақ па. Біз ойлап жүрік, соны питчинг жасау керек па. Документалистика жасайтын болсаң, егер краундфандинг ақша жинайтын болсаң, айтасың ғой. Аудиториямен сразу раз жинап береміз ғой, даже жас кетіңдер. Мен Әлияның киносына жинаймыз, семей туралы десең, өзі семейдегі оқырмандарға жинап береді. Бірақ уәде берем, мықты болады. Өйткені бірақ біз оны 1 жыл түсіруіміз мүмкін, бірақ андай өте детально жасаймыз деп уәде беремін. Күшті. Яза. Мәскеуге барып тұрып, кездесіп тұрып, әрқайсымен сөйлесіп тұрып. Әртүрлі көзқарас. Менің аудиториям жалпы статистика бойынша қазір мен қазақ тілді парақшамда 470 мыңнан көп адам бар. Өздері табиғи түрде, рахмет, табиғи түрде мен жынды контентіме келген адамдар. Өте белсенді, ешқандай гив жоқ, ештеңе жоқ. Статистиканы қарасам, мені қарайтын жастар, жігіттер, қыздар 35 жасқа дейінгі. Күшті аудитория. Күшті аудитория, және олар, мысалы, не үшін жазылады? 35 жасқа дейін біздің мемлекетте категория считается, это жастар. Әрине олар өздеріне рол модель іздейді. Мен кімге қарап бой түзеуім керек деген сияқты. Әрине көбісі қыздар, 94% менде қыздар, жігіттер де бар. Сондықтан да бұл көзқарас подкастын жасауда бірден бір мақсатым сондай ролевой модель көрсете алатын адамдарды шақыру. Әзірше енді мақсатымызға жетіп, жақсы жатырмыз, сені қонаққа шақырып жатырмыз. Жалпы мен ойлаймын, сен өзің ролевой модель ретінде қазір біз Әсел екеуміз так деп отырып қой, бірнеше өмір сүріп тастаған қыз сияқтысың дегендей да, жаңағыдай отбасылы болып, балалы болып, ақшта оқып деген сияқты. Осыдан 2021-де ғой деймін, мен в соавторстве кітап жаздым, сен жалғыз емессің деген, қыздарға арналған мотивациялық, психологиялық 14+ возрастан қарауға болады. Сол кітапты біз редактормен жазу барысында, мен автормын, жазушы емеспін, жазу барысында осы сұраққа келдік та, қазақ әйелдерінің арасында бізге ролевой модель болатын кім? Біз егер біз ойланатын болсақ та, кімге қарап та біз міне осындай әпкеміз, осындай апамыз бар, осыған ұқсауымыз керек, осы сияқты болуымыз керек деген сияқты. Қазіргі кездегі қоғамдағы мына әйелдің орны төмендеп жатыр, әйелдің орны қазір қарасаң дін келіп жатыр, сосын салт дейді, әйел бір жаңағы бір саты төмен дейді, басқа дейді. Әркім әр нәрсе айтады. Неге? Өйткені бізде қазақ қыздарының көз алдында ролевой модель жоқ. Кім ол қазақ қызы? Қазақ әйелі кім? Осы мәселеде сен соңғы рилстарың жаңағыдай жарып атсың ғой енді. Мен тиктоктан бір қараймын, инстаграмнан бір қараймын, екі жақтан да қараймын. Достар біліп жүріңіздер. Осы мәселеде менің аудиторияма, осы подкастты қарап отқан аудиторияма, жалпы қыздар ғой енді көбіне
ролевой модель кім болу керек? Жалпы ролевой модель деген ұғымға тоқталсақ, Давай. адамдар оны жоққа шығаруы мүмкін. Бірақ мен сіздерге айтайын, бұл көрінбейтін номинал, көрінбейтін дүние. Мысалы ақшта мермейд болды ғой, қара нәсілді русалка шықты ғой, сол кезде жұрт көтерілді ғой. Ойбай, жетті ғой бізге де хейт жетті ғой. Окей, да, мысалы онда жалпы естеріңізде шығар, невидимые фигуры, hidden figures, вот мұның барлығында неліктен бұл массаға бұндай фильмдер шығарылады? Бұл аксиом, кез келген адам өзін көрсе, экранда өзін сол рөлде көрсе, өзін дегенде әйел, қара, гей, кез келген, ол ойлайды, окей, мен де бола алам деген. Бұл адамның психологиялық сондай болды дүниесі. Мен жаңа мысалы әсел оқуға түсті. Это достижимо деп бақа. Ағылшындықтар да айтады, Америкада айтады, if you can see it, you can be it деген сияқты. Сен көре алсаң оны, сен бола аласың. Ойың барған жерге қолың барады. Просто ойды жеткізу керек. Ойды жеткізетін бұл осы мысалы культура, тура сол сияқты бұл рол модел өте керек деп айтармын. Бірінші осы рол модел қатысты. Әйелдерге қатысты менде де ол рол модел ешқашан болған емес, бірақ мен Алаштың тарихын үнемі зерттеймін, жақсы көремін. Алаш туралы да мен жаңағы кімдер Карлак түсірген кезде де, репрессия туралы түсірген кезде де үнемі оқитынмын, және мен Алаш дегенде бір топ ер азаматтар деп ойлайтынмын. Біз тек соны көреміз. Бірақ Алаш деген әйелдер бар ішінде, және ол әйелдердің еңбегі кейде ер азаматтарының көлеңкесінде көрінбей қалады. Ол оның әйел я ана екенін алып тастамайды, не отменяет ее роль, да. Бірақ оларды біз тағы да айтамын, Міржақыптың әйелі деп танимыз, бірақ біз оны ғалым деп танымаймыз, или журналист деп танымаймыз. Мысалы біз Ғайни Жамал Дулатова журналист демейміз, Ғайни Жамал Дулатова Міржақып Дулатовтың әйелі дейміз. Ол әйелі бола алады әрине, бірақ ол журналист, өз басына бөлек журналист. Тура сол сияқты бізде қыздар көп, олар просто зерттелмеген, және олар массовый деңгейге шықпаған адамдар. Мен осы тақырыпты зерттеп, бізде ондай зерттеушілерді аз білсеңіз, мен бірнеше монография оқыдым, бірнеше жаңа кітаптар ақтарған кезде, мен саусақпен санарлық әйелдерді көрдім, оны зерттеп жүрген. Жаңағы Дина деген бар, Динара бар, Women of KZ. Сон бірнеше жаңағы Казгуда бірнеше әйел бар да, монография жазып жүрген, бірақ олар таза әйелдің трансформациясын көрсетеді. Әр дәуірде әйел, бізде қазақ әйел қалай өзгерді. Ислам келгенде, көшпенді кезінде қандай болды, большевиктер келгенде қандай болды. Әйел де өзгерді ғой. Солай зерттейді, бірақ тұлғаларға акцент қойылмайды. Мендегі мақсат тұлғаларға акцент қою болды. Мысалы, мен үшін, мен осы ақ қағаз туралы рилс жасағанда, сен Алихан болсаң, мен ақ қағазбын деп жазғаным. Қазіргі жастар көбінесе мен Алиханмын деп өз-өзіне идентикасын Алиханмен теңестіру мүмкін да. Мен сонда ұлтқа қызмет етуші Алиханмын. Я болмаса жағы Қонаевпын деген сияқты. Мысалы, сен онда Алихан болсаң, мен Алихан бола алмаймын ғой. Мен онда ақ қағазбын деп айтқаным, өйткені ақ қағаздың өзінің персонасын алсаңыз, сіз таңғаласыз, 17 жасында мысалы сабақ беріп деген сияқты, 20-сында одақ деңгейінде Гүлсім Асфендиярованың да тура солай. Одақ деңгейінде 20 жасында Еуропадағы ең алғаш ашылған университетте тегін оқиды. Және ол осында келген кезде ол дәрігер болып қоя салуына болатын еді деген сияқты, ол таза ағартушылықпен айналысты, және ол әйел болды, ана болды, және ол ғалым болды, ол ағартушы болды. Назипа Құлжанова, ол ғылыми еңбектер жазған адам. Бізде оқулықтар жазу процесі басталады 1921 жылдары. Ахмет Байтұрсынов адамдарды жинайды. Ей Мағжан, оқулық жоқ, мектеп ашылды, оқулық жоқ. Ей Мағжан, келсен педагогиканы жазасын, психологияны жазасын, Алихан Бөкейхан географияны жазады. Осы 10 шақты адам бүкіл жазып шығады ғой примерно. Сол кезде Назипа Құлжанова болды, ол да жазды. Біз неге оны білмейміз, ол неге бізде тестті жоқ, неге тестті бізде педагогика анау, психология анау деген бар, бізде сенің рилстарыңа шейін біз ондайды вообще көрмеппіз, білмеппіз. Назипа Құлжанова деген адам, это феномен мен үшін. Ақ қағаз сияқты, Гүлсім Асфендиярова сияқты. Назипа деген әбден аты аталмай жүрген, әбден бір кішкене менде бір сурет бар, мен сіздерге қазір көрсетемін. Қызылордаға ауысқан кезі бар, Астананың сол кезде талпаның ішінде, бөрік киіп алған еркектердің ішінде ортасына шығып алып,
сөйлеп тұрған әйел бар, сол Назипа Құлжанова мысалы деймін да. Абайдың кешін ең алғаш ұйымдастырған, Абайды Семейде танытқан Назипа Құлжанова. Ол Абайдың кешін жаңа массаға несін жаңа Абай кешін ұйымдастырған адам. Ақша тауып, жинап, Шолпан Иманбаева деген сияқты ақын қыздарды, журналистерді алып шыққан Назипа Құлжанова. Ол өйткені жаңағы сүйретіп жүрген ғой қыздың бәрін. Сен жаз, сен бүйт, сондай адам. Оған күйеуі қалай андай не берген? Мотивация, поддержка. Құлжанов, иә. Қандай? Өйткені ол әу баста оқыған қыздар, жалпы оқыған мықты жігіттер, мықты қыздарды алған ғой, оларға бүйтіп жаңағы үйде отыратын қызды керек емес. Сол сияқты ақ қағаз, енді ақ қағаз оның да деңгейі басқаша адам. Сара Есова, жететулар жаңағы кім бар ғой? Феминистки. Цеткина, да? Вот это вот. Клара Цеткин. Люксембург екеуі жаңағы Берлиндағы не жасайды ғой, әйелдердің басын қосады ғой, әйелдердің басын қосады, соған барып қатысқан әйелдер біздің қазақтың көзін көрген, солармен тілдескен, сөйлескен, Қазақстандағы мәселе бойынша Қазақстанда қалай болу керек деген сияқты сол адженданы ошақ қалып келген адамдар ғой негізі әйелдер 20 ғасырдың басындағы. Мурашки прям. Білмейміз ғой, негізі олар көп. Мен олар туралы, менің арманым олар туралы жалпы фильмдер жасау. Сол емес, жаңа фильм түсіргендігінде істеңізші деген. Менің арманым соның әрбірінің атын айту. Енді оны сұрау қазір Міржақыптың аттары. Ату жазасына 3 қыз кесілген деп айттың сен бір рилста. Бірақ екеуі туралы ақпарат жоқ деді. Олар бізде зерттеу өте аз. Өйткені енді оны білесіз ба? Біз енді Алаш тиын зерттеп жатырмыз ғой. Қазақ газетіне енді қолымыз жетіп жатыр. Сол атылған 3 қыздың ішінде біз Шахзада Шонанованы ғана жақсы білеміз. Өйткені ол қаңғырып қайтыс болды да соңғы жылдары негізі. Әу баста қандай мықты әйел болған. Жаңағы Хусейн Жамалдың мектебінде оқыған. Көп ондай қыздар ше бізде шыны керек. Қай заманды алсақ та. Көшпенді қазақтарды алсақ та. Большевиктердің кезін алсақ та, Совет одағын біз алдың күні Жанеркемен сөйлескен кезде айтты, Күләш Байсейітова туралы. Роза Бағланова жайлы. Роза Бағланова жайлы. Кинода да, музыкада да. Біз оны просто актриса, жаңағы әнші ретінде танимыз ғой, білмейміз оны. Ол айтты, кімнің алдында тұрып деді, бірінші рет. Анаш депутат болды ғой. Әйелдердің несі ғой, бұл рол модел деген не, ол образ ғой. Образ. Біздің көз алдымызда образ қалыптасса, ән шырқап би билеп жүрген жаңағы Күләштар келуі мүмкін. Және жаңағы Міржақыптардың әйелдері деген сияқты бір образ. Біз тұтас дербес образ қалыптастыра алмадық әйелдің. Қандай білімімен өзі жаңалық аша алған, ағартушылықпен айналысқан. Сен Міржақып елестетіңізші? Или Ахмет Байтұрсынұлы елестетіңізші? Тура сондай әйелдер болған жоқ емес, болды ғой. Мектеп ашқан Хусни Жамал бар, мектеп ашқан қыздардың мектебін ашқан адамда, мысалы Ыбырай Алтынсарин мектеп ашты, ол да ашты деген сияқты ғой, условно. Окей, Ыбырай Алтынсарин сияқты масштабына емес шығар, мүмкін, бірақ дегенмен бізде андай субъективтілік жоқ әйелдің. Өзі бір бөлек субъект емес та, бір приложение болып жетті. Мен оны жоққа шығармаймын қазір, әйелдер еркектен дербес деп айғайлап тұрғаным емес. Ол екеуі бірге жаратылған. Бірақ әйелдердің рол модел болу үшін олардың бөлек тұлға ретінде осындай заттар істей алады деген керек бізге. Және ол туралы массовый фильм болу керек, массовый кітап болу керек. Негізі біздің қоғамда еркектер айтады ғой, сендер вот это феминистические ваши темы деп түсінбейді да әйелдің табиғатын. Бізге олар жаңа Алаш зиялыларына еліктейтін сияқты, сондай болғысы келетін сияқты, қыздардың да арасында сондай болу керек та. Біз еркектерге қарап өмір бойы өтіп жүре алмаймыз. Олардың ғана ролевой модельдер бар, мысалы жігіттерде бар, ал қыздарда жоқ. Мен сіздерге айтайын ба? Бір зат айтайыншы. Мына жігіт қыз деп бөлінбеу үшін. Сол заманның Алаш интеллигенциясының бағдарламасын ашсаң, жалпы мақалаларын оқысаң қазақ газетіне, олар өте прогрессивті адамдар. Қазіргі біздің жігіттер ондай прогрессивті емес, олар өте прогрессивті адамдар. Олар әйелдеріне қандай мүмкіндік бергеніне сіз таңғаласыз. Олар өте прогрессивті адамдар. Әйелдің рөлі, әйелдің білімге дегені, әйел қандай болу керек, осының бәрі мақалада жазады, бағдарламаларында енгізген кезде сен көресің, алашордалықтар әйелдердің сондай біз айтып отқан кейпін қолдаушы адам, кейде жасаушы адам.
түсінесіз бе, андай мүмкіндік беруші адам. Мысалы Құлжановтың Назипаға Семейге барып көшіп сол жақта осындай ұйымдастыру керек деген кезде күйеуі соны қолдап бірге жасасқан адам, условно айтқанда ше. То есть бұл не партнерлық қарым қатынаста болған Алаштың идеясын алғысы келсе біздің жігіттер, ол өте прогрессивті идея. Ол жерде аса діншілдік жоқ. Кешірім сұраймын, ол кезде сіздер чуть-чуть отпадайте, асыра діншілдік жоқ ол кезде. Бізде асыра діншілдік алаштарды айтқан кезде, алашордалықтар айтқан кезде бәрі дін жағын айтып шығады. Алашордалықтарда олар қай жерінде дін, олар өте прогрессивті, олар құдайшыл адамдар, бірақ жаңағы күні түні енді қатты айтқан болып қазір хейтерлер пайда болуы мүмкін, бірақ күні түні басы неге сәждеге тиіп намаз оқыған адамдар емес, олар амал жасаған, олар ілімге, білімге, олар таза фундамент қалыптастырып кеткен адам, бізге ғылыми фундамент, база жасап кеткен адам, олар мемлекеттік құрылым жасап кеткен адам. Кез келген мемлекеттің, сіздерге бір история айтып берейін, енді нетсең асықпасаңыздар, мен Мәскеуде сұхбат алдым. Қазақтың қызы бар, Дина Аманжолова деген, бірақ Мәскеуде тұрады, және сол жақтың уже ғалымы болып кеткен адам ғой, кішкене сол кісілердің жаңағы аджендасын ұстанады да. Сол кісіден сұхбат алып отырмын, өте зеленымын, аргументтерім жоқ, анау деп мифқа тойып барған адаммын. Әлімхан Ермеков Лениннің алдында қазақ жерін құтқарып қалған деген образда отырмын да. Жаңағы Дина Аманжоловамен сөйлесіп отырмын. Сол кезде ол кісі жаңағы Алаш бүйтіп айтады да, Ленин же дал автономию дейді да, енді негізі қазақтарға автономияны берген Ленин дейді. Сен не айтасың? Жоқ, Әлімхан Ермеков, Әлихан Бөкейханов бүйткен сөйткен, олар жаңағы жасаған, құрған десем, олар айтады, мемлекет деген не дейді? Мемлекет деген әскер, мемлекет деген темір жол, жолдар, инфрақұрылым, мектеп, институты, қайсысы болды қазақ жерінде дейді. Мен айтамын, сол кезде көшпенді цивилизация сіздер үшін цивилизация емес па? Көшпенділердің институттары сіздер үшін институт емес па? Что-то отстало, что ли? Жоқ, ол большевиктерге институт болмады ол да. Сол институт жоқ болды ғой. Сол институтты жасаған большевиктер деген сияқты. Менің ойымша ол институтты қалыптастырған әу баста алашордалықтар. Көп институтты қалыптастырған. Алаш әскері бар. Алаштың номенклатурасы бар. Алаштың идеологиясы бар, құндылықтар бар, бағдарламасы бар, партиясы бар, қозғалысы бар. Сондықтан егер біздің жігіттер алаштықтарға деп нетсе, жаңағыдай дін оның барлығы бар, ол құндылықтары бар, діннің құндылықтары бар, догмасы жоқ, жаңағы құндылықтары бар, бірақ ол жерде не бар? Ол жерде білім бар, ғылым бар, амал бар, әрекет бар, әйелді сыйлау бар, әйелдің теңдігі бар. Ол жерде таза прогрессивті идеялар бар. Ол жерде басқа ештеңе жоқ. Сондықтан егер фанатить етсе, онда до конца фанатить етсін да, мысалы, до конца барыңдар, до конца, Сондықтан мен алашқа дым қарсы емеспін, біздің жігіттер фанатить етіп жатса, демек әйелдің күні жарық болады деген сөз. Ол егер толық зерттеліп, олардың идеологиясы және құндылықтары осындай құжаттары жарық көретін болса, ол туралы дұрыс кинолар түсірілетін болса, әрине ол ары қарай қоғам үшін де жақсы да түсінуге. Өйткені мәдениетті дәріптеді, қазақ тіліндегі мәдениет қазіргі кезде мысалы креативный экономика деп жатыр ғой, дамығанда қуанып, осы Грэмми алып жатырық, кино түсіріп жатырық деген сияқты да. Ал негізінде сол Алашордада осы именно мәдениетті жаңғырту, мәдени майдан деп жатыр ғой, сол идеологияда болған. Мысалға да, онсыз мемлекет мәдениетсіз бола алмайды ғой. Сондықтан да әрине до конца тыңдасақ, до конца егер соңына дейін зерттесек, біз керек жерін аламыз ғой. Біз өзімізге керек жерді аламыз да, осындай деген сияқты. 50-ші жылдардан кейін кім бар? Ой, көп 50-ші жылдардан кейін мықты әйелдер шықты. Оларды кейін айтуға болады. Көп ғалым әйелдер, мен жаңа Балжан Бөлтіркованды айтып кеттім, Найля Базанов бар, ғалым әйелдер көп. Бұлар уже кішкене, бұл әйелдердің маған ұнағаны, мынау мен айтам 20-шы ғасырдың басындағы әйелдер ұстаздықпен айналысты ғой. Олар бір таза ғылыммен айналыспауы мүмкін, бірақ олар ағартушылықпен айналысты. Оларға мен қайсы қатты әріп танымайтын адамдарға қай ғылымды айтады, олар ағартушылықпен айналысты, әйелдермен жаңағы гигиена, өте базовый заттармен. Одан кейін ол бір сабақтастық қой, бұл бір шоғыр қалыптасты, көз ашық адамдардың. Кейінгі келген әйелдер тереңдей түсті, ғылымға өтті. Ондай әйелдер бізде көп. Дипломат әйелдер бар. Спорт, дипломатияда. Қазір мына тәуелсіздік алғаннан кейінгі қоғамда біздің осы 30 жылда, соңғы 30 жылда
кім сен үшін ролевой модель бола алады? Мен немесе перспективасы бар. Иә. Замандасымыз мүмкін қазіргі біздің. әйелдерден ба? Жігіттер жетеді, өздері мақтап болып отыр ғой. Мен Салтанат Байқошқарованы жақсы көремін. Мен үшін ол кісі бір саланы мойнынан ұстап, сол салаға анау тас қой, капы тетіп тесіп шығарып, өзінің бір жүйесін қалыптастырған. Мен ондай адамдарды құбылыс деп айтам. Құбылыс адамдар болады. Құбылыс адамдар деген олар локально ойламайды. Олар кішкене масштабно ойлайды. Сосын құбылыс әкеледі. Бір саланы өзгертеді, олар жаңалға келеді, құбылыс әкеледі, олар өзгерсең келеді. Өзін өзгертеді, айналасын өзгертеді, сосын әлемді өзгертеді. Контексте Қазақстаны деп алайық, иә. Байқошқарова мен үшін сондай адам. Ол кісі мен үшін құбылыс, маған ұнайды, мен жақсы көремін ол кісіні. Көп қой негізі ондай әйелдер. Менің заманымда дейінші, иә, қазіргі мен Тамара Дүйсенованы жақсы көремін. Ол кісі қандай жүйелі адам. Өте жүйелі адам, андай істің адамы, жүйелі адам. Ол кісі қайда 90-шы жылдары Японияға барып тәжірибе алмасып жүрген адам ғой. 90-шы жылдары өте білімді, өте жүйелі адам. Мен Айда Ғалымқызын да сыйлаймын. Ол кісінің сондай бір шешім қабылдауға, ана үлкен патриархалды жүйеге қарсы келіп демейші, соның ішінде болудың өзі қандай ауыр. Соған күресіп шешім қабылдап. Морально ауыр. Сол үшін ол кісіні де сыйлаймын. Мен былтыр сол неге диджиталға барған кезде бір сессия ғана болды, әйелдерге арналған. Техновоман сессиясы ғана болды. Сол жерге келді. Саясаттан әйелдер келді. Светлана Жакупова келді ғой деймін. Қарап отырсаң, әйел ғой, былай қарасаң да, бірақ ол күндіз түні патриархалды қоғамда жұмыс істейді. Оның ойы, оның сөйлеуі, өзін ұстауы ер азамат болып кеткен. Қазір соңғы кезде мен үшін открытие болып жүрген Жұлдыз Сүлейменова. Женственная. Жоқ, Жұлдыз Сүлейменова депутат соңғы кездегі осы проектіні қорғады ғой, заңды, жаңа заңның. Соңғы сұрақ қойған кезде талап жатыр ғой. Біз әкенің жесіне заң керек, әкенің несін қорғайтын дейді. Тағы не сұрақ қойды? Біз бұл заңды енгізу арқылы ер азаматтардың жаңағы авторитетін, абыройын түсіріп қоймаймыз ба деген сұрақ болды ғой. Как она грамотно отвечала. Өзі білімді кісі ғой ол кісі. Өзі білімді кісі ғой. Как она грамотно. Ана жерде сен анамен ұрысудың қажеті жоқ. Сен ол жерде тек қана білімділігіңмен, біліктілігіңмен ғана жеңесің. Ол төбелесіп не қылудың қажеті жоқ. Әрине ол жерде сұрақ қойып отырған адамдардың кішкене ойлау жүйесі саяз деп айтудың қажеті жоқ. Бұл жерде андай не өздері бір определенный бабылда қалып қалғанда, осындай болу керек, патриархалдық бабылда қалып қалғанда, ар жақта не болып жатыр деген нәрсе жоқ. Ол білгенде олар санасып тұрған жоқ қой. Өйткені парламент өте әділетсіз тұр ғой. Өйткені бізде 50% әйел ма, парламентте 3-4 адам ғой әйел. Бізде ол қалай қоғамда болады? Сен 50% әйел, 50% еркек па? Сенде представительдер болу керек, өкілдер болу керек. Сондықтан парламенттің дауысы, еркектің дауысы болғаннан кейін олар оны сезіп тұрған жоқ, сәйкесінше санасып тұрған жоқ. Ана жерде бір 15 әйел отырсыншы, Жұлдыз сияқты. Ондай сөзді айта алмайды да негізі. Өйткені ол жерде представительство бар. Сондықтан жалпы саясатта өте әділетсіз әйел адам. Тоқаев айтты, басшылықта әйелдер бар, 50% деді ма, 41% әйелдер басшылықта. Бірақ саясатта шешім қабылдаушы, заң шығарушы, үкіметте әйелдер жоқ бізде. Сәйкесінше әйелдердің репрезентациясы жоқ. Репрезентациясы болмағаннан кейін олардың үні жоқ, проблемасы жоқ ол жерде, үні жоқ. Олардың түсінбей отырады да, бүйтіп 30 еркек жиналып вообще бір әйелдің әңгімесін сен жынсың ба деген сияқты, ол тебе так кажется деген сияқты. Сондықтан сайлау кезінде оның бәрі ау баста нету керек, есептелу керек. Және олар андай рандомно болмау керек та, бір жарлы бір блогер әйелді отырғыз қою керек, блогер әйел, бір ғалым әйелді отырғыз қою емес, бұл бір коалиция болып бару керек деп ойлаймын мен. Команда болып па? Бұл адженда көтерілу үшін, мысалы, зорлық-зомбылық сияқты әйелдерге қатысты мәселелер көтеру үшін бір коалициялық не болу керек сияқты. Партия құрайық деген бой. Арт соңы сразу осы жерден шешім қабылдап. Жоқ, негізі солай сияқты деп ойлаймын, деп ойландым да қойдым, өйткені мен сол кезде қатты ойланып кеттім. Менде прям андай шамалы депрессия болды да. Неге ешкім үндемейді деп Перизат екеуміз дайректте сөйлесіп қайта ше. Ойлаңызшы, үлкен трибунада
заң шығарушы органда әйел тілінен табады деп айтып жатыр. И ол адам орында отыр. ақштан бытын шығаратын. Көшеде жүре алмайды ол. Иә. Ана отыр, и одан кейін ол өкінбейді, жарайды өкінбей ақ қойсын. Кешірім сұрамайды, бәрі нормально отыр. Жұлдыз ханым жеп тастады да, бол бәрі отыр. Білем, ол жерде мынандай болды ғой ше. менің ғана бабым ба. деді ғой. Вот, иә, шапалақтады ана кімге, бір кісіге шапалақтады. Жаңа осы мәселе тілінен табады негізі, әйелдер ренжімесін негізде қасында. Дұрыс деді ғой. Ер кісілері прям хором поддержали его. Өйткені сондай бабыл. Сондай бабыл. Иә, сен қанша бабылда болсаң да сен жан-жағыңа қарау керексің ғой. Сен сол өмірде мақұл, сен жұмысқа барып келесің да. Әлемде не болады, қарсы ішке не, иә. Жалпы қазіргі мынау кімнің салтанатында соты бойынша да прям очень чувствительно. Мен үшін ауыр тақырып. Мен алдында осы алқабилер болады деген кезде ойладым, нормально. Бірақ оның астарын зерттемеймін ғой, білмеймін ғой. Соның кім шықты? Азиан Флэш. Құрсын атығым. Жұрттың баласы. Жұрттың баласының атығы. Кәме астынан шығарасың ғой өзің. Кешірім өтінемін, Азиан Флэш. Соның соған арнайы видео арнады. Мұрат. Арнайы видео арнады. Сол жерде біздің алқабилердің заң қабылдау процесі қалай жүреді дегенде. Яғни 11 адам екен, 10 адам. Біреу резервте, біреу резервте емес, біреу судьяның өзі. Сонда мен түсінбеймін, судья не қылып отыр? Жоқ, 12 адам, 11 жаңағы алқабилер. Оның ішінде еще судья кіреді деді. Иә, 12. Енді 11 адамның 6-ауы кінәлі десе, жаңағы 15 жылға дейін береді, кінәлі емес десе, ол шығып кетуі мүмкін. Ал ол жаңағы пожизненный алу үшін, барлығы бірдей, к чему мы стремимся, ол үшін 11 адамның барлығы кінәлі деп табу керек екен. Мысалы, сол алқабилер, олар да әлеуметтік болады деп ойлаймын. Олай істей алмауды қоғам үшін ол қиын болады деп ойлаймын. Өйткені нақ салтанаттың оқиғасы негізі қоғамды өзгертті деп ойлаймын. Қоғамды өзгертті, және алқабилер олардың соңғы пойыз сияқты секіріп мінетін ше, жаңағы бір соңғы үміттің соңғы бір несі сияқты да, жаңағы. Енді мысалы, прям чтобы воздействовать етіп бірдеңе істей алады ау дегенге білмеймін. Мен кішкене оптимистік көзқарастамын дәл осы оқиғада. Мен алқабилер дегенде де қорыққан жоқпын негізі. Өйткені білмеймін, алқабилер ол оның конституциялық құқығы. Оған судья оған отказ бере алмайды. Конституциялық құқығы біріншіден, екіншіден алқабилерді оларға алқабиге қандай да бір ықпал ете алады дегенге де сенбеймін. Өйткені бұл қылмыстық жауапкершілік. Ол алқаби егер де қандай да бір егер өзінің ойы емес, мысалы ақша алып или бір қандай да бір лоббиға жүгінсе, ол жауапкершілік, жауапкершілік, қылмыстық шатаспасам. Сол ғой. Сондықтан ол үлкен затмен оған адамдар соншалықты не болмайды деп ойлаймын. Өйткені адекватный адамдарды жинайды ғой ол жерге де. Екіншіден, үшіншіден, менің ойымша бұл өте резонансты оқиға, және егер олар 15 жылдан аз беретін болса, бір-екі ходатайствосын қабылдармайды деп ойладым да мен. Өйткені ол бүкіліне отказ берді. Бәріне отказ берді. Иә, бүкіліне отказ берді. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл судьяның менің ойымша бір шетіне шығып тұрған сияқты. Дегенмен кемінде 20 жылдан жоғары беретін сияқты. Деп өзім топшыладым. Мен юрист емеспін, ешкім емеспін, бірақ мен анау логика дейді ғой. Судьяның логикасына қарасаң, ол оған жаңағы видеоны істен алып тастау бір бөлек, істі қайта экспертиза қосымша жасау, істі қайта қарау деген сияқты түрлі ходатайствоның барлығын кері қайтарды. Менің ойымша бұл мемлекет үшін бұл резонанс болып тұр ғой. Мемлекет үшін оның 10 жылған алып кеткені түкке керек емес сияқты. Әрине ол біреуге керек емес, заң жүзінде шешілу керек. Өйткені как бы все мы имеем право на защиту деген сияқты, кім болсақ та. Сондықтан он тоже имеет на защиту права. Сондықтан алқабилерге де ол имеет право негізі. Ол адам, ол оның құқығы. Ал сот менің ойымша бәрібір өте қатал жаза беретін сияқты. Өйткені ол соңғы шешімдер соған келе жатқан сияқты деп ойлаймын. Даже істің де өте жылдам,
жылдам жүрді деп ойлаймын. Ну как жылдам, өте кәсіби, бүкіл сторона потерпевший дейді ғой, жазаланғандар жақтың ұсынылған экспертизасының барлығы өткізілгенін, приобщили к материалу дела, все переписки, бүкіл перепискалардың бәрін ешқайсысы отказ бермеген. Барлығы материалға енгізілсе, демек олардың линиясы, прокурордың линиясы, линия обвинения дейді ғой, линиясы әбден құлаққа қонайын деп тұр. Значит, сторона защитаның линиясы өтпей қалып тұр. Өйткені олар айтты ғой, анау гематомадан өзі қайтыс болып қалды, не осторожен, не убийство по неосторожности. По неосторожности дегенге де сайып келтіргісі келді. Жаңағы нені де манипуляция жасағысы келді, қаржылық, сондықтан оған да отказ берді, жаңағы счеттарын іске тіркеуге, шатаспасам, жаңағы салтанаттың ақша айналымдары бар ғой, соны іске енгізу туралы ходатайствоға да шатасуы мүмкін, бірақ сондай бір әңгіме оқыдым, енгізуге қарсы. То есть олардың защита линиясын талқандап тастады. То есть олар құралмай қалды оны. Ал мынау линия обвиненияға қатысты экспертизаның барлығы дұрыс келатқан сияқты. Енді осы келіп, ертең прениялар болады ғой, жаңа нелер болған кезде, бәрібір кімнің қолында көп материал, кімнің қолында кімне. Сондықтан мен бәрібір қатаң жаза береді деп ойлаймын. Одан кейінгі оқиғаны білмеймін, қалай болып кететінін, неменеге ілігіп кететінін, бірақ бұл істі квалификация жасағанын өзін с особо жестокостью деген сөз. Истязание осы еще. Иә. Үстінен еще не рецидив бар. Рецидив енді. Мұның өзі, осы логиканың өзі бұны өте ауыр жазаға бара жатқанын көрсеткіш болып көрінді маған. Өйткені әу баста оны жинақталып бастайтын еді. Түсінесіз бе? Егер қорғайтын болса, басында бастайтын еді. Әу баста бірдеңелер басталатын еді. Ол алқабилер бірден бүйтіп алып шығу, ол кішкене магическое, это опасно, одан бұрын сіз білмейсіз, ертең газдан көтеріліп кетті қаңтардың кезінде. Салтанаттан көтеріліп кетсе не істейсің да, мысалы. Ол жай-жайдан болатын еді, егер бір сондай бір лобби жүріп жатса ар жақта, бір ақша шешіп жатса бір жақта. Менің ойымша, бұл жерде ақша шешпейді ештеңе. Өйткені бұл түкке керек жоқ, ешкімнің адамы емес, білмеймін, Назарбаев кетіп қалды деген сияқты. Білмеймін енді кім бар, кім үшін Тоқаевқа бұл не керек. Егер біз сондай оймен шешетін болсақ, билік бұны шешеді. Бірақ менің ойымша бұны сот шешеді. Бұл біз енді әділдікпен соттың, надеюсь, сот шешетін замандамыз ғой. Бұл публичный дело болып кетті ғой. Енді петицияның өзі мысалы үшін жабылып жүр 150 мыңға дейін. Бұл алғашқы бізде Қазақстандағы болған бір петицияның сондай кейсі. Сондықтан бұл еще рецидив. Аумин дейік әле. Аумин дейік, осы тура сен айтқандай болсын, рас. Өйткені мен жаңағыдай мейлі даже алқабилерге ақшалай лобби жасамаса да, немесе қорқытпаса да, мен олардың жаңағы ойлау жүйесіне уайымдаймын да. Жаңағыдай, егер бізде депутатта жаңа тілінен тапты дегенде, сол үшін ұруға имею право деген кезде, мен ойлау жүйесінен қорқамын мен адамдардың. Сол ғой, сол үшін ғой олар соған алқабилерге үміттеніп отқан. Өйткені олар бір-ақ адамның емес, жаңағы 10 адамның ішінде манипуляция жүргізгісі келеді. Бұл ақша өтпейді, уже сотта манипуляция басталады. Жаңағы адвокаттардың стағанасы. Сол манипуляцияға өтуге тырысады. Бірақ бір дүние менің қуантқаны, шатаспасам, алқабилердің шешіміне судья қатыса алады. Басқа елдерде, батыс елдерінде алқабилер өздері шешеді, судья қатыспайды. Судья комнатаға кіре алмайды, бөлмеге кіре алмайды олардың талқысында. Бізде судья кіре алады екен талқыға. Демек, судья кішкене сыни пікір қоса ма деп үміттенеміз. Және алқабилер сонша ондай емес, ол жерде таңдайды, ол далада жүрген ешкімді алып келмейді, акимат ұсынады, ана жерде таңдалады, кәдімгідей бір ойы бар, қызмет етеді. Оқырмандар мен эфирде отқан кезде күлеміз ғой, мен шақырса ғой сол жерде деп бәрін миын аштым, бәрін бір ауыздан кінәлі шығартатын ем деген сияқты. Көрейік, жақсы адамдар болсын, трезво ойлайтын адамдар болсын дейік. Мен жаңағы рол моделға қайтып келгім келеді. Давай. Біз кішкене басқа неге кетіп қалдық. Енді ауырып тұрған тема, бірақ енді сонда да сен айттың ғой ең басында, мен жаңағы Қаракесектің қыздарымын, атқа шауып алдында жүрген жақсы көремін деп бір интервьюда тоже естідім. Сен айттың, негізі Америкада да тұрғым келеді, жаңағы өмірді көрдім ол жақта, бірақ сонда да қазір жалындап тұрған кезімде еліме өзімнің нем тигізгім келеді деп, көмегімді.
мен осы жаңағы интервьюларды жаңағы посттарыңды оқып отырып примерно ойладым да қайдан шыққан екен осындай дух. Сосын 86 жылғы жаңағы нені көрдің, көтеріліс бойынша жасаған фильміңді, сол кезде сен бір личный өзіңнің жеке жаңағы моментіңді айттың, мамаң тоже қатысқан екен, иә, 86 жылғы көтеріліске. Сол жайлы айта кетсең, мен жаңағы ойлағаным, сен негізі в любом случае айттың ғой, ата-анадан басталады, үйдегі тәрбиеден. Сен де соны көріп өсіп, мынандай шындықты жаңағы қалай айтады? Максималист. Сондай ролевой модель болып тұр ғой. Содан басталады деп ойлаймын. Негізі бүйтіп айналып келгенде осы теманы айтып берсең. Мен мамам ерте қайтыс болды. Мен білмеймін, ол кісіге маған бір модель болып үлгерді ма, үлгермеді ма. Өйткені мен ол кісі бүкіл потенциалын шығара алған адам деп ойламаймын. 90 жылдардағы әйелдің кейпін білесіз ғой. Сондықтан ол кісі ауылда мұғалім болып, сол өзін сол жерде қайтыс болды, бірақ ол кісінің потенциалы одан әсте жоғары етін, көп етін. Мен ол кісіні бір клеткада отырған құс сияқты елестететім. Сондықтан есімде күйеуге шыққан кезде содан қорқатынмын. Почему-то мен сол замужествоны сондай мен елестететін қысқа. Бірақ енді заман сондай болды ма, адамға да байланысты. Білмеймін, шешем қаншалықты рол модель болды, бірақ ол кісінің айтып отқан әңгімелер шын маған әсер етті. Анау бейсанаңды жатталып қалады екен, андай флешбектер қалып кетеді екен да, кинодағы сияқты. Ол кісінің айтып отыратыны желтоқсанға қатысты. Мен мамам сандықты ашып отырады да, сандықтың ішінде жаңағы ақ пальтосын, мен жақсы көремін, киімдерін кесіп өзіме киім жасап алуды, ақ пальтосына тискізбейтін. Бұл ақ пальтода мен желтоқсанда деген сияқты жаңағы екінші этаждан секіріп ит талағанда биткенде деп әңгіме айтып отырады ғой. Аналар итті жіберіп маған су шашқанда деген сияқты сондайды айтып отырады. Сол кезде мен ойлайтын, вау, сондай заман болды ма деп. Ол кісілер маған awareness дейді ғой, не берген сияқтандай. Сондай болды дегенді сторителлинг деңгейінде. Мен оны мектепте оқысам, мен оны түсінбей кететін шығармын. Жаңағы бір-екі рет Қарабауыр қасқалдақты айтып, бір-екі рет жаңағы Қайрат Рысқұлбеков болып өтетін шығармын спектакльдің деңгейінде ше. Ол кісі маған, маған не берген сияқтандай эмоциональный фон берген сияқты. Сосын жаңағы бір сторителлинг тастаған сияқты миыма ше. Тарих солай қабылданады ғой, адамға картина тастап береді. Сөйтіп бір картина тастаған сияқты. Сосын ол кісі қайтыс болып кетті. Сосын менде андай кішкене экзистенционалды кризис басталды. Ол экзистенционалды кризис менде ақшта басталды. Мен не істеп жүрмін деген сияқты кризисті. Сосын мен ешкім емеспін деген, абсолютно ақшта шынымен ешкім емессің. Негізі ешкім емессің. Ақшаң болса да, болмаса да, просто сен ешкім емессің. В плане того, что үлкен махинаның ішінде бір шуруп сияқты болып жүресің да. Бұл жақта мен біреумін деп те айтпай қойын соншама, бірақ мен бұл жақтан да непаханное поле сияқты болып көрінді маған. И ол непаханное поле, ол сенікі, андай. Маған бір сөз қатты өтіп кетті, чтобы крепко стоять на ногах, нужно знать свои корни деген сияқты. И маған сол корень қызық болды. Сөйтіп Карлактан басталды. Ол қалай басталды дейсіз? Мен өз ауылым Карлак қой. Жаңа айттым ғой. Столдың басында әңгіме айтып отырады. Ананың бәленшесін атып кеткенде, ананың бәленшесі биткенде деп папам әңгіме айтып отырады. Сондай әңгімелердің ортасында өскенсің ба? Содан Карлак түсіріп көрейші деген ой кетті. Мен ауылымды көрейші, бірінші не ауылда тудым деген сияқты. Таң қаласың, мен туған ауылдан, мен анау күнде жазда шомылып ойнайтын өзенде атып сүйектерін лақтырған өзен екен. Біз столдың басында сол былицы әңгімелер айтатын. Постоянно авария болады сол жолдың бойында дейді. Неге десе, анау қара төбенің басында бір сол өзеннің құмына кеп сол жаңағы жол салып тастаған ғой, сол кезде адамның сүйектерін тапқан деген сияқты әңгіме. Мен деп жаңағында хоррор болып миыңда қалып қояды. Сосын соны просто сұраймын ғалымдардан, зерттеушілерден сұрағанда, сол біз ойнайтын жазда ойнайтын өзенге жаңағы не болды ғой, репрессия жылдары адамдарды атады, атқасын бәрін не істейді, оны көміп ешкім жүрмейді ғой, сүйретіп жаңағы өзенге лақтырады.
өзенге лақтырады, ағып кетеді. Жаңағы көмейтіндерін бүйтіп көмеп тастайды. Сөйтіп біраз адам өлген. Прям бізде жаңағы списоктар бар, НКВД-ның списогі бар, атылған адамдар. Сол менің іргемдегі өзен, іргемдегі жаңағы төбеде жатқан осынша пәленше адамдар, анау бөктердің төбесінде анау жатыр деп маған біздің өлкетанушы Кәмел Жүністегі деген аға бар, қайтыс болып кетті. Сол кісіден сұхбат алып үлгеріп қалдым. Сол кісі маған менің өлкем туралы тарихын айтып берген кезде мен вау деп ойладым, неге мынаны мен білмеймін деп ойладым. Солай кете берді, вау деп. Сосын ары қарай жаңағы ашаршылыққа ұласты. Оның бәрі ашаршылықтан репрессиядан кейін жаңағы неге ұласты, сөйтіп кете берді. Сөйтсем бұл өлкенің тарихы ғана емес, Қазақстанның тарихы екен да. Бұл әр өлкенің сондай өзінің тарихы бар екен. Маған ол кісіні айтып берген сонша. Карлаг туралы түсіргенде Екатерина Кузнецова деген әйел бар, 25 жыл өмірін Карлагқа арналған. Біз сонымен сұхбаттасып отқан кезде я ревела. Анау сұхбат алған ғой, көзін көріп үлгерген ғой, анау атқыштардан сұхбат алып үлгерген, НКВДшниктардан. Олар бітті, контору закрыли, большевик союз құлады, көшіп үлгермегендер сол ауылда қалып қалды. Толинкада, анада, мынала біздің ауылдарда. Сол кезде сұхбат алуға болады, стрел атқыштардан барып сұрайды. Сол кезде жаңағы солардың сұхбатын айтып беріп жатады да маған. Мен өкіндім, мен солардың сұхбат алып үлгермей қалғаным, бірақ сол кісінің аузымен естісең айтып береді жаңағы не сезінді олар, не үшін олай істеді, қандай мотивация болды, и жаңағы қалай тұрғыз қойып 15 қызды атып тастады. Троцкистім была деп айтады, ол жаңа Троцкийдің ілімі да, жаңа Лениннің жанындағы еврей. Троцкистім была деп атып тастайды. Она даже не знала, кто такой Троцкий. Она не знала, кто такой Троцкий деген сияқты. Она просто ничего не знала, просто атып тастады. Жаңағыдай бүкіл бір бапқа салады да, ата береді деген сияқты. Солай әр өлкен, әр адамның тарихын айтқан кезде я просто сиделай Карлагқа кіргізіп, ол кісі маған түсіндірді да, Карлагта не болған бәрін. Тек қана қазақтар емес, ол жақта анау жақтан қудалап келген еврейлер бар, украинецтер бар, немістер бар. Бір жағынан ол бізге бір жақсы болғаны, білсеңіздер, бізде Қарағандыдағы бүкіл медицинский университетте еврейлер, бізде мықты ілім алып келді олар. Ол кісілер негізі көзі ашық, анау саяси қуғын-сүргінге кеткен адамдар, көзі ашық, білімді адамдар негізі. Жер аударғандардың барлығы. Жаңағы бірақ андай күн көрісін өтсең, мен Нұрлан Дулатов деген бізде Каргудың ректорынан сұхбат алдым. Анау бәрін туалетке шығарады дейді, бәрі тізіліп отырады дейді. Сосын жаңағы японец қой, 18 жасында айдап жүрген қой Қазақстанға, басын көтерсен, ты видишь как фекалий, біреу как, перед тобой какает деген сияқты да. А ты там был каким-то человеком, ты был ученым, а тут перед тобой сидит человек и испражняется. И сенде просто шүберек бар, соны сүртуге. Сен сол шүберек жуасың да қалтаңа салып қоясың. Басқа мүмкіндік жоқ. Дейді да, сондай кезде өмір сүрген адамдарды айтып жатады. Жаңағы мен сол кезде ойлап отырамын, типа вау, мен сон маған неге апарды малютки деген жаңағы кішкентай балалар жерленген, неге алып барды. Анау бала туады ғой, енді Карлагқа түскен кезде әйелдер бала туады ғой, еще НКВДшниктар жаңағы зорлайды или қосылады, сосын бала туады. Жерлеп тастайды, өлтіреді, жерлеп тастайды. 9 айлық баланың несіне бардым мен, жаңағындай жерленген жерлеріне. 3-4 жастағы балалардың барлығы бір комнатада жатады, 1-2 нянечка қарайды. Ана балалар емізеді да барып қара жұмыс дейді ғой енді олар. Ана балаларды көремін, не могу остановиться, жылаймын, ойлаймын. Мен біздің Қарағанды, өзіміздің Қарағандыда, Долинкада, айналамыз. Біздің Қарағандыда, Жезқазғанда сол біздің далаға қуа берген ғой, далаға, просто далаға. Мен ойлаймын, вау, типа, неге біз мынаның бәрін білмейміз деген ойдан туды да, содан дальше больше сөйтіп кетті. Сосын анан түсірдім. Негізі мен ашаршылық пен репрессияға әлі бара алмай жүрмін деп ойлаймын. Ол кішкене фильмдер болды. Фундаментально оны түсіндірсең, ол деген андай жақсы ақшамен дұрыстап түсірсең, директі фильм ол деген бір. Менің кішкене арманым бар, осы мамырда Мәскеуге барғым келіп тұр, 500 мың шығарып, 1 миллион 500 мың шығарып, Мәскеуге барып кладбищеларды аралағым келеді. Мен Алихан Бөкейхановтың басына барғам, Донское деп айтады. Бізде көп қой ондай басы жиналмай қалған адамдар көп қой. Атып шаша берген, жағып жіберіп, күлін тастай берген адамдар. Бүкіл жаңағы Нұрмақов, Рысқұлов, Төреқұлов,
барлығы шашылып жатыр Мәскеуде. Солардың басына барып айналып өткім келді да, просто для себя. Сосын ойладым, рилс қылып түсіріп келмеймін ба деп ойладым. Контент жасамаймын ба деп. Документалистсің ғой сен, оны көрсетпей. Документалка түсіру үшін прям командамен бару керек. А мен өзім көргім келді да. Мен просто Әлихан Бөкейхановтың ғана басына барып үлгердім. Донское кладбищеға барып үлгердім. Сосын Лениннің, Сталиннің несіне. Бірақ мен жаңағы қазақтардың жүрген жолы, жаңағы Бөкейхановтың тұрған жеріне барғым келді. Сосын неге барғым келді? Бутыркаға барғым келді, түрмеге. Бутыркада отырды. Мен просто көргім келді. Бірақ кейде ойлаймын, Әлия, құрсын не қылып жүрсің 20-шы ғасырда? Қайтшы, болашақ туралы типа адамдар ақша тауып болашақты ойлайды, сен неғып застряла 20 веке деп жыным ұстайды да өзіме. Бірақ андай затягивает, ойлайсың, бір жазылмаған бірдеңе тұрған сияқты болып тұрамын да. Сосын бірақ менің арманым, условно, менің негізгі арманым қазақтың осындай алаштағы әйелдер туралы фильмдер түсіру, алаштықтарды енді жасап жатқан адамдар көп, бірақ бүкіл осы әңгімелерді бұл ғылыми негізі енді салынып жатыр. Бізде институттар бар, ғылыми заттарды енді жасап жатыр. Ол ғалымдар ғалым үшін жасайды, оны бізге ол аса қызық емес. Менде 10 томдықтар бар, мен оны ақтарып отыруым мүмкін, ол қызық емес, ашаршылық туралы. Бірақ менің арманым осыны сторителлинг деңгейіне жеткізу. Фильм түсірмеспін, мүмкін деңгейім жетіп жатса мүмкін түсірермін, бірақ әйтеуір қолым келетін директ фильм деңгейінде бір сторителлинг жасағым келеді. Өйткені бұл массаға жету керек деп ойлаймын. Массаға жету керек. Массаға жеткен кезде ғана бұл аса қадірлі болады. Өйткені біз Холокост туралы қанша әңгіме білеміз, қанша кітабымыз бар. Ашаршылық туралы біз аз білеміз. 3 миллион қазақ, 3 миллион деп енді қазақ деректерінде айтады, шетелдік деректерде 2 миллионның айналасы дейді. Десек те 2 миллион қазақ қырылып қалды. Қазақ даласында бірнеше жылдың ішінде қырылып қалды, жоқ болып кетті, бір-бірін жеп. Ол факт, оны Сара Кэмерон айтты, қазақтарға сенбесең, оны там, не знаю, немістің ғалымдары айтты. Оның барлығы жаңағы бір саяси, прагматикалық саяси дүниелердің дұрыс емес жасалғанында, просто бір шешім жасады, сол дұрыс емес істелді, содан 2 миллион адам қырылып қалды. Бірақ всем пофиг, все закончили. Украинада да тура солай. Сен ойлайсың, типа, бұл деген бұл жертвалық емес, просто бұны сен біз осындай жерден шыққан күрескер халықпыз деп айдентикасын адам түсіну үшін, өзінің кім екенін түсіну үшін, бұл массаға жету керек деп ойлаймын. Украиндықтар мұны жасап жүр, молодцы, делают. Бірақ қазақтарда осы бір оян қазақ сияқты, бірақ біз бұл айдентикаға дейін жету үшін оян қазақ сияқты 100 фильм түсірілу керек, мысалы, иә. Сондықтан жыл сайын түсірілу керек, сіз түсіру керексіз, әйелдер туралы, еркектер туралы, кез келген алаш туралы, ашаршылық туралы, семей туралы, кез келген, білмеймін, коммунистер туралы, білмеймін, кез келген Қонаев туралы, Назарбаев туралы, бәрібір. Бірақ сол болу керек та, сол кезде бізде көз ашық, саналы, қазақ тілде контент тұтынатын адамдардың пласты қалыптасады. Сол кезде біз өсеміз, сол кезде біздің орыс тілі, қазақ тілі деген бабыл өшеді. Бізде өйткені енді сол бір пласт қалыптасып жатыр, және ол жазылу керек. Және тағы да бір мен ойым кетіп жүрген зат, жазылу керек. Өйткені біз анау есіңізде ма, ауыз әдебиеті бірінші дамыды ғой, одан кейін барып жазба әдебиеті, біздікі тура солай, подкаст, фильм дегеніміз бұл ауыз әдебиеті деңгейіндегі заттар. Бірақ жазу бұл фундаментальный вещи. Жазу деген ол өте маңызды. Өйткені ол келесі деңгей. Біле білсеңіз, әңгіме айта алатын адам мықты болуы мүмкін, бірақ жазуға деңгей жетпеуі мүмкін. Жазу деген бұл келесі деңгей. Саналы оқи алады деген саналылардың келесі деңгей. Сондықтан бұл жазылу керек. Сондықтан мен Перизатқа да айтамын, өзім де желтоқсан туралы кітап жазғым келеді. Бастап қойдым, бірақ жаңағы уақыт, сондай ресурс, бірақ мен осындай тарихи дүниелерді массаға жеткізетіндей ғылым емес. Мен ғалым болуға никак не претендую. Миым да жетпейді оған, шыдамым да жетпейді. Вообще респект ғалымдарға, алаштың жолында қазір бір адамға 8 жылын арнап жүрген. Мен тек қана осы массаға жеткізуге кішкене үлесімді қосқым келеді. Сіздерді де шақырамын, фильм түсіріңіз. Сенен үйренгіміз келеді, жалпы айтып жатсың ғой. Жоқ, продюсерлік ол өте составляющий зат. Мынау контент группаны жинап алып, оны істеуге болады. Ақша шығару, ақша жасау, оны культивировать ету, жеткізу, бұл деген өте маңызды зат. Мен қолымнан аса келмей атқан зат осы шығар. Ал контент группа біз үнемі ашықпыз, көмектесуге. Мен командамды көріп отырсың ғой.
супер вообще. Иә, қалай это жұмыс жасайтынын мен ойлаймын енді осындай ең бастысы бір-бірімізге себеп боламыз, көмектесеміз. Идея болса, идея бізге ұнаса, ауызбіршілік табылып, екі ортадан жаңағы ақша табу. Қазір бірігу керек қой, біз бәрі неден проблемалардың бар. Әркім өзінің жаңа рупорынан өзінің жаңа проблемасын айтады, бүйтіп бірігіп айта алмаймыз да. Дұрыс. Жалпы мен қазір аудитория жинаймыз, хайппен жинаймын ғой мен аудиторияны. TikTokта, тікелей эфирлерде, барлық жерде әдейі жаңағыдай біреудің жынына тиетін, андай резонанс тудыратын ақпараттар арқылы өте үлкен жастар аудиториясын жинап жатырмын. Және жарнама алмаймын. Иә, жарнама алмауымның себебі, жаңа блогерский әртүрлі арзан дүние жарнама алмауымның себебі, сол маған келіп отырған аудиторияның назарына дұрыс ақпарат беру. Сондықтан да жаңа Қазақ Бабылды қолдаймын. Жаңа ғылыми проект ретінде қазір не дейді деген жақсы жоба бар. Қаржы мекемесінің қолдауымен шығып отыр, бірақ сонда да бұл қаржылық сауаттылық туралы. Нантионың жігіттері спикер, сол жерде ақша туралы айтады, қаржылық сауаттылық туралы айтады. Сол сияқты осындай қазақ тілді контентті мен өзімнің бүкіл сол жинап отқан аудиторияның, мен енді охваттарым миллионник блогерлардың охватынан көп, мен білемін ғой блогер болғаннан кейін да. Өйткені таза аудитория ғой, контентке келген. Мақсатым осының бәрін хайппен жинасам да, жынды болып жинасам да, жаңағыдай қалай жинасам да, басты назарын дұрыс контентке алып келу. Дуть солай жинады ғой, білесіз ба? Дуть Ивлеевадан бастаған. Қазір ол не әңгіме айтып жүр, ол қазір кімнен сұхбат алып жүр, бірақ Дуть Ивлеевадан бастаған. Надо это понимать, это классно. Жалпы стратегиямыз осындай, біз не істеп жатқан себебіміз. Сондықтан да осындай мықты жобаларды өзімізде жасағымыз келеді, және жастардың да қоғамның да назарын жақсы қазақ тілді контентке аударғымыз келеді. Сол бірігеміз, қуаныштымыз бүгін келгеніне. Опять-таки біз кетіп қаламыз. Негізі біз кетіп қаламыз ғой. Бізге кажется, бізге солай сияқты біз бір өмір сүріп өмір сүретін адам сияқты. В масштабах истории наша жизнь это песчинка. Вот именно. Бірақ біз өзгеріс сейчас пафосно прозвучит, бірақ сол 10 жылдың ішінде негізі Алашорданың өте активно жұмыс істегені бір 15 жыл дейінші, иә, бірақ turning point болды ол. Turning point болды, өйткені ол зар заман болды. Зар заманнан кейін бұлар, зар заманына дейтіндерден бұлар істеушілерге көшті. Біз де зарлап отыра беруімізге болады негізі ше, бірақ істеушілерге көшу керекпіз деп ойлаймын. Істеп жатырмыз да. Партия ашайық деп ол көресіздер, ол мен айтқанымда емес, бірақ ол ертең ол өзіңе келші деп шақырып алады. Оған просто адам андай фундаментальный заттарды істей беру керек сияқты. Өйткені бәрібір айналып келген кезде біз төбесінде шеллоу әңгімелер айтып болғанымен де бәрібір фундаментальный зат істеп жүрген адамның, білімдінің, фундаментальный зат істейтін адамның сөзі нық естіледі. Жаңа Жұлдыз айтып тұрсыз ғой, сол сияқты ғой. Условно, бұл бәрібір білектің де заманы өтіп кетті деп. Енді Россия, конечно, доказывает обратное, но в любом случае білімнің, в общем, критикалық ойлау жүйесі бар, білімге бірдеңе істеп жүрген адамдарды сыйлайтын заман болып тұр ғой негізі. Солай болып тұр, сондықтан солай болады да деп ойлаймын. Солай болып жатыр да. Осындай мүмкіндіктің болғанына қуанамыз. Қазіргі кездегі мынау бізді қазақ тілді әлеуметтік желілердің, блогингтің дамуына мен де қуанамын. Мысалы, сенің YouTube каналың, Сәулекенің YouTube каналдары бар мысалы үшін. Подписчик аз ғой деймін бе, бірақ. Аздау. Біз өйткені өте ұзақ жасаймыз ғой. Енді әрине жарты жылда бір фильм жасаймыз да, біз отырамыз. Подкаст қалай жасалады, кино қалай жасалады, ол әртүрлі продукт қой. Мен 10 киноға татитын подкаст нелер болды, документальный фильм болды. Сондықтан да тамаша. Мен ойлаймын, бұл жақсы нәрсе. Бұл болашақта мен ойлаймын, кез келген YouTube канал болсын, менің блогым болсын, енді әрине мен стратег болғандықтан алдын ала ойлаймын да, 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін менің блогымды қараған кезде адам не ойлайды. Ең бастысы, мен қазіргі сенің айтып жүргенің, біз трансляция жасап жүрген нәрсеміз, ол теңдік мәселесі, ол барлық көзқарастың маңызды мәселесі, және бұл жақсы бір диджитал ескерткіш болып қалатынына өзім көңілім тояды да соған ше. Мүмкін мен бұл өмірде бір сұмдық бірдеңе жасамайтын шығармын, бірақ жақсы диджитал ескерткіш қалдыратыныма қуанамын, және сенің де осындай киноларың арқылы мен ойлаймын, бұл үлкен үлес қазақ тілді медиаға. Сабақтастық. Үлкен сабақтастық. Әдемі әңгіме болды. Прям рахаттанып қалдым. Жүрегім прям рахаттанып қалдым. Рахмет. Келгеніңе рахмет. Астанадан
өте қуаныштымыз, танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Біз прям өзіміздің қонақтарымыздың фанатымыз, прям обсуждать етіп, прям мәз болып күтеміз. Мен де бірдеңе істейтін қыздардың фанатымын. Шынымен ақ. Және жаңағы тағы да офтоп, біз бір-бірімізді негізі дұрыс айттың, жаңағы Назипа да Құлжанова, одан кейінгі туған мынау қыздар, кез келген қыздың тарихын қарайсың ғой, Алашордадағы Гүлсім болсын, Аққағаз болсын, бір-бірін тартқан адамдар ғой, бір-бірімен просто коллабились, осы тілмен айтқанда, бір-бірін тартқан адамдар көріп қалады да алып келеді, көріп қалады да келеді, сөйтіп барып қана бірдеңе құбылыс жасай алған адамдар, бір адам бірдеңе тірлікті бітіре алмайды. Сол кезде мен де ойлағам, сол туралы рилс жасайшы деп ойлағам, мизогония деуші ме, мизогония, в общем, в любом случае кетіп жатыр негізі қазір деп. Күшті. Осылай қазақ қыздарын біріктіріп жүрейік. Рахмет. Біздің саған кішігірім сыйлығымыз бар. Сыйлық. Біздің достарымыз. Рахмет. Бізді қолдап, осы жоба жаңа айтып отыр ғой, қолдау мәселесінде бірінші жоба, көзқарас жобасын қолдаған біздің партнерларымыз. Рахмет. Вафл тәттілері. Сосын жаңа екінші қайда? И мерч стандартны. Мерчдарыңыз бар ма? Иә, енді бізде Тамиристің арқасында. Тамиристің арқасында. Не деген продюсер, не деген. Енді Маған осы жетіспейді, әйтпесе біраз зат жаруға болады мен анау. Көмектесеміз. Мынаны киіп аламын ғой. Ашып көрсетсең болады. еңліктің текстімен біздер қыздар болып жиналып жатырық қой. Джинглды еңлік жазып. Еркіндікке керек теңдік. Біздің құндылығымыз, біздің подкасттың құндылығы. Супер, рахмет қыздар, блин. Саған рахмет. Қуаныштымыз. Күшті. Тамаша подкаст. Әртүрлі көзқарас, адамға болмақас, бостандық үшін сен сана. Керек